барлығы азықтық деңгейде. Сонымен қоса бұлар енді бұрынғы біздің БАДы сияқты тек қана толықтау ғана емес, біздің енді мына денсаулыққа қалай көмектеседі деген кезде біздің мына шығыс медицинасының, шығыс медицинасының жаңа емдеу қағидасы бойынша денсаулыққа көмектеседі. Яғни шығыс медицинасының, яғни денсаулық күтімдеу қағидасы болса, бірінші тазалау. Одан кейін теңшеу дейміз. Біз теңшеу дейміз, сіздерде реттеу деп айтасыздар ма? Реттеу, одан кейін толықтау, одан кейін барып жаңағы күтімдеу. Осы қағида бойынша денсаулыққа көмектеседі. Енді және бұл рецепттерге жаңағы біздің мына бұл негізі өнімдер барлығы жаңағы құпия рецепттен келген. Осы құпия рецепті алу үшін, осы құпия рецепттерді алу үшін, осы еліміздің құпия рецептін дүниеге таныту үшін, жаңа біздің компаниямыз өзі 32 жыл болды, енді 32 жыл тарихта оңай емес. Және осы еліміздегі тарихы ең ұзақ 3 компанияны, осы шөптермен айналысқан 3 компанияны өзіне бір-ақ қаратып сатып алды. Яғни 3 ғасырдан асқан 2 компания және бір жарым ғасырдан асқан 1 компанияны өзіне жалпылай қаржылай бірақ сатып алды. Яғни біреуі болса Әняу Групп деген компания, ол 305 жылдық тарихы бар, оны өзіне қаратып алды. Бұрыннан бері патшалық заманнан бері келе жатқан, осы шөптермен айналысып келе жатқан компанияны жалпылай қаржылай өзіне сатып алды. Сосын кейін тағы Үйбінтан деген компания бар, 356 жылдық тарихы бар. Оны да жалпылай қаржылай өз қармағына алды. Және 149 жыл болған Баудин Жуниор деген компания бар, Баудин шөптер емшілігі деген. Осы компанияны да өзіне бірақ жалпылай қаратып сатып алды. Енді осы 3 компанияның барлығы ежелден бері осы құпия рецептерді атадан атаға жалғастырып, патшалық заманнан бері осы заманға келген тарихы ең ұзақ компаниялар еліміз бойынша. Осы құпия рецептерді алу үшін біздің компания мінекей осы компанияда серіктес емес, мен серіктес емес, бірақ жалпылай қаржылай өз қармағына алды. Жалпылай қаржылай бірақ толық қаржымен сатып алды. Енді бұдан нені білуге болады? Яғни бұл компанияның, біздің компаниямыздың күш қуатын білуге болады. Және осы шөптер мәдениетін, неше мың жылдық шөптер мәдениетін дүниеге танытам деген, халықаралық бренд шығарам, бүкіл адамзатқа көмектесем осы шөптер емшілігімен деген ниетінің, жаңағы арманның мығым екеніне, айқын екенін көруге болады. Енді сондықтан да біздің өнімдер жаңағыдай шөптерінің денсаулық реттеу қағидасы бойынша денсаулыққа көмектеседі. Яғни жаңа тазалау, теңшеу, толықтау қағидасы бойынша. Тек қана толықтау емес. Егер мысалы бізде мынау БАДымен шатастырып алмаңыздар, біздікі БАДы емес. БАДы болса ол енді батыстан кірген, ол шығыс медицинасына жатпайды. БАДы негізі батыстан кірген. БАДы болса ол тек қана толықтау. Ол біздің 5-10 жыл, 10-20 жылдың алдындағы денсаулыққа келеді. Ол кезде енді әзіргідей артықшылық заман жоқ. Ол кезде енді мүмкін ана витамин, мына витамин кем шығар. Соны толықтау үшін ол кезде жақсы көмектеседі. Бірақ әзіргі адамдар үшін айтқанда, әзір бізде асатөк заман барлығы артық бізде. Сондықтан әзірге бізге көмектеспеуі мүмкін. Әзір бізге негізі не керек дегенде бізге шығару керек, артық нәрсені шығару керек бізге. Ал енді біздің жаңағы мінекей осы шөптерінің денсаулық реттеу қағидасы жаңағы тазалау, бірінші көрдіңіз ба? Тазалау арқылы бүкіл денеміздегі аурудың түпкі себептерін жою керек. Бізде мысалы сыз суға артып кетеді, тосылу болады, жаңағы мына клеткамызда сіләк тосындар артып кетеді, содан клеткамыздың қызметі шегінеді. Енді осылардан жаңағы қаншама аурулар келіп шығады. Осы түпкі себептерді жойса, әрине ары қарай клеткамызды күтімдесек, біз түбегейлі аурудан айығуға болады. Бұл жерде біз енді біздің мына батыс медицинасы мен біздің шығыс медицинасының farқы, батыс медицинада бізде емдеу, жазу деп айтамыз, емдейді деп айтамыз. Ол бізде ондай емес. Мына шығыс медицинасында біз теңшеу дейміз. Теңшеу деген жаңағы реттеу. Осыған көңіл, мынау сізді жазады, мынау сізді емдейді деп айтуға болмайды бізде. Шығыс медицинасында, жаңағы шөптер емшілігінде. Емдеу деген ол тек қана біздің бауырымыз ауырса бауырымызды, бүйрегіміз ауырса бүйрегімізді біздің жаңағы бағыттамалы түрде емдейді, жаңағы толық қана. Мүмкін операция қылып тастауы мүмкін, сол емдейді. Ал енді біздікі теңшейді. Сіздің бүйрегіңіз ауырса, тек қана бүйректің мәселесі емес, ол бүкіл ағзаңыздың мәселесі. Ол бүкіл жаңағыдай мына қаныңызда да мәселе бар, бауырыңызда да мәселе бар деген сияқты. Сол тек қана бүйрегіңіз ауырып тұрған жоқ, ол бүкіл ағзаңызды бәрі қызмет шегінген. Сол арқылы сіздің жаңағы бүйрегіңіздің жаңағы белгі беріп тұр деген сияқты. Сондықтан бізде жалпы беттік бірақ теңшейді. Сіздің қаныңызда теңшейді, бүйрегіңіз ауруыңыз теңшеу үшін бауырыңызда теңшелу керек. Барлық ағзаларыңыз дұрыстап теңшеліп реттелу керек. Содан кейін барып сіздің жаңағы ауруыңыз түбегейлі емделеді. Мәселен, бізде батыс медицинасында бір талдың жапырағы сарғайса, тек қана талдың жапырағымен жұмыс жасайды. Бір талдың жапырағын алып тастауы мүмкін, ертең тағы бір талдың жапырағы сарғаяды. Ал шығыс медицинасында жаңағы талдың тамырымен жұмыс жасайды. Осыдан farqласаңыз болады. Мүмкін жаңағы егер есік алдыңызда бір үйінді жаңағы қоқыс қойып қойсаңыз, қоқыс қойып қойсаңыз, ол сасып шіріп жаңағыдай артынан шыбын келеді. Ал енді батыс медицинасында сол шыбынды өлтіреді. Бүгін бір шыбынды өлтіреді, ертең тағы бір шыбын шығады, қоқыс тазармағаннан кейін. Бүрсің тағы бір шыбын шығады. Сөйтіп бір өспей шыққан жерден жаңағы киста шыққан жерден ертең бүгін алып тастағанмен ертең тағы бір киста шығады. Жаңағы миома дейсіздер ма, өспе. Ал енді бізде батыс медицинасында, шығыс медицинасында қалай дегенде, шөптер емшілігінде біз алдымен шыбынға қарамайды, алдымен ана қоқысты тазалаймыз.
Ана қоқысты тазалап тастасақ шыбын өзі кетеді. Ешқандай операция қылудың қажеті жоқ. Қоқысты тазалау керек. Ал қоқысты тазаламай, ортаны тазаламай, ана шыбын қайта қайта шыға береді ғой. Біздің жаңағы батыс медицинасы мен шығыс медицинасының жаңағы farқы осыда. Ал біздікі сол қағида, жаңағы ортаны тазалау керек. Мәселен, тағы бір мысал, жаңа біздің 5 ағза 6 мүше дейміз. Я енді оны бір 11 енді қой, 11 балық деп ойлайтын болсақ, жаңа бір неде көлшікке су құйсақ, жаңа көлшікте 11 балық бар деп айтайық. Енді бір балық ауырса, батыс медицинада болса, жаңа балықты алып тастайды, иә, балықты алып тастауы мүмкін. Енді ертең екінші балық ауырады, оны да алып тастайды. Сонда сіздің жаңағы ол енді 5 ағза 6 мүшеге өзіміздің бауыр бүйрегіміз тежейтін болса, сізде қанша ағза қалды деген сөз. Ол қайталанбайтын нәрсе ғой. Ал енді біздің мына шығыс медицинасында, жаңағы шөптер емшілігінде бізде ана балықты алмайды, керісінше ана ортаны, суды тазалайды. Суды тазалау керек. Су тазарса, екінші балық та ауырмайды, екінші балық та өлмейді. Осы қағидамен жұмыс жасайды. Енді сол үшін бізде мінекей жаңағы мына өнімдерге келсем, біздің ағзаны қалай тазалайды? Иә, бізде мындай бір комплект бар қазір. 5 өнім. Тағы бір өнім. Иә, мына 5 өнім. Мен бірден таныстырайын. Бізде мысалы мінекей мына өнім бар, Бирюмхан деген өнім. Бирюмхан деген өнім бүкіл біздің зат алмасуды жақсартады. Жаңағы бүкіл клеткада жиылған ауруды тудырып тұрған, жаңағы аурулардың тууына себеп болған шлептоксин, я урт дейміз ба, иә, соларды тазалайды. Бүкіл клеткадағы, бүкіл ағзадағы. Және бүкіл аурудың тууына себеп болып тұрған денедегі дымқылдық, суықтық, сыз, иә, соны айдайды, денедегі сыз суықты айдайды. Енді жаңа өспе, миома, кеста дегеннің бәрі денемізде суықтың артып кетуінен болады. Суық болған жерде тосылу болады. Тосылу болғаннан кейін ары қарай сол жерде жаңа ұйық болады, қан ұйиды, жаңағыдай. Ол ары қарай жаңа өспеге айналады. Сонда мінекей барлық аурудың себебі не болып тұр? Жаңа суық болып тұр, денемізде сыз, дымқылдық болып тұр, иә. Ал енді біздің жаңағы медицинада, жаңа батыс медицинасында өкілдерімен біз суықты шығара алмаймыз. Ешқандай жел құзды денемізден шығара алмаймыз. Қайта өкілдерінің өзі суықтық. Я уақытша басады, я бірақ та түбегейлі ауруды түбегейлі жоя алмайды. Ал енді мынау болса, сол денеміздегі клеткадағы сыз суыққа айналады. Мынау болса миозул ұлтының, бізде миозул деген ұлт бар, біздің қазақ ұлт, ұйғыр ұлт деген сияқты миозул деген ұлт бар. Соның атадан келе жатқан жаңағы құпия рецепттері. Иә. Бұл осы клеткадағы сыз суықты оңай айдайды, дымқылдықтарды. Сонымен қоса жаңағы клеткадағы шлептоксиндерді тазалайды. Сонымен қоса әзірге үлкен мәселе болып тұрған зат алмасу. Зат алмасу дұрыс болмағандықтан бізде кіретін ауыз бар, шығатын ауыз жоқ. Бүкіл клеткада жиналып қалған бұлттар. Сондықтан біздің клеткамыздың жаңағы барған сайын әлсіретіп, әртүрлі ауру келіп шығарады. Клеткамыздың өзгеруіне әкеліп соғады. Енді мынау сол клеткадағы сыз суықты айтады. Одан кейін жаңағы ашқазан көкбауырдың қызметін жақсартады, ішек қызметін жақсартады. Неге ішек қызметін жақсарса, біздің қанымыз да таза болады, иә. Сосын не жаңағы көкбауырымыздағы сыз суықты оңай айтады. Мысалы көкбауырымызда сыз суық алып кеткен кезде адам толып кетеді. Жаңағыдай су ішсеңіз де толып кетеді. Мысалы суық пиваны көп ішкен ер адамдардың құрсағы шығып кетеді. Ал енді көкбауырымыз әлсіз болса, айтады, көкбауырымыз әлсіз болса, адамға шырыш бітпейді, тамақ сіңбейді, әлсіз болады. Сондықтан мынау көкбауырдың жаңағы қызметін теңшейді. Суықты айдайды, жаңағы қуатын арттырады, ашқазан қызметін жақсартады, зат алмауды жақсартады. Төрт жақтылы ішекте болмаса зат алмауды жақсартады, көкбауырдың ашқазан қызметін жақсартады. Өте керемет өнім. Енді жаңағы денемізден суық шығу деген өте қиын. Өте қиын. Ағзадағы суық, одан кейін сүйектегі суықтар шығу деген өте қиын нәрсе. Сондықтан да бізде кейбір ревматизмдер, кейбір созылмалы аурулар жазылмайтын себебі сол. Мысалы, жаңа өкілдермен ол мүмкін емес шықпайды. Сондықтан мына өнім жай өнім емес. Осы заманғы керемет бір енді денедегі мысалы суықтан оңай арылуға болатын өнім да. Мәселен, денемізде суық артып келсе, адам ауырласып, сондай бір шаршап тұрамыз, бір жеңілдік болмайды да. Қазіргі адамдарда солай негізі. Сергектік болмайды. Одан кейін мына өнім, иә, мына өнім мына өнім болса майды ыдырататын өнім. Чэнью деген өнім, иә, бұл ағзадағы майды ыдыратып береді. Бұның негізгі құрамында жаңағы шөптері, жеміс жидек негізі жеміс жидектен алынған, иә, бұл тағы витамин, әртүрлі витамин толтырып береді. Ешқандай химикат жоқ бұның ішінде. Сонымен қоса бүкіл ағзадағы артық майды оңай ыдыратып береді. Ағзадағы майдың артып кетуі деген сөз, ол енді үлкен ауруларға келіп соғады. Үлкен, мысалы, ағзадағы май артып кетсе қайтеміз, жаңағы қан қоюлық болады, әртүрлі созылмалы ауру келіп шығады деген сияқты. Мысалы, бауыр май басу деп жатамыз, иә, бауыр май басуды елемейтін болса, бауыр қатайып болады, ақырын бауыр жак болады деген сияқты.
Mesela жүрек майбаса не болып өздеріңіз білесіздер, иә, жүрек майбасада жаңа жүректің қызметі әлсірейді. Сол сияқты мына мінекей ағзадағы майды оңай ыдыратып береді, ешқандай залалсыз жолмен. Енді бұл май ыдырату десе мүмкін бірден ойбайдың арықтату өнімі ма, ондайға жоламаймын деп жатады кейбіреулер. Бірақ бұл жай арықтату өнімі емес. Арықтату өнімдерде май ыдырату өнімі болады. Бірақ та жай арықтату өнімдерінде ода жаңа аулисита, зорушянгенжин деген химиялық құрамдар болады. Иә, сіз тек ішіңізді ағызып ішіңізді жүргізіп беретін. Оны біз ешқашан ауруға бере алмайсыз, ешқашан жаңағыдай бала шағаға бере алмайсыз, оны ұзақ уақыт ішуге тағы келмейді, тек қана артық салмақтың арылу үшін уақытша пайдалануға болады. Ал енді сол үшін де мен өзім жаңағыдай албат арықтату өнімін тұтынбаймын, өйткені енді оның бәрі іште химикат құрам болғандықтан. Енді мынау болса еліміздегі бірден бір залалсыз жаңағы ағзадағы артық майды ыдыратып беретін өнім. Тіпті еліміз емес, әлемдік деңгейде ешқандай залалсыз, химикатсыз ішкі ағзадағы майды оңай ыдыратып беретін өнім. Иә, бауыр май басқан адам болса да оңай жаңағыдай осыны қорықпай берулеріңізге болады. және бұл күнделікті тамақ жаңағы ағзамыздың майының артып кетуінің алдын алуға болады. Оны қалай аламыз? Яғни біздің күнделікті май тұтыну мөлшеріміз негізі әр адамның жаңағы стандарт бойынша негізі 25 граммнан аспай керек. Чай қасықпен, мына чай қасық емес, тамақ қасық бар ғой, қасықпен 2,5 ғана қасықтан артық май тұтынуымызға болмайды әр күнде. Енді біз күнде енді одан артық май тұтынып жатамыз, енді майлы тамақ болса тамақ жей алмаймыз. Сондықтан бір тамақ жеген, әр жолы майлы тамақ жеген кезде сол 100% майдың тамақ жегеннен кейін артынан мынаны жеп қойса, 2 тал жесек, сол 100% майдың 90%-ін тосады, ағзаға жібермейді. Оны ертесінде унитаздің бетіне қорыластырып сорпа болып тұрады. Сосын жаңағы 40% қант құрам тосады. Яғни жаңағы ұн тамақ, күріш тамақтардың құрамында жаңағы крахмал, негізі қант құрамы өте көп болады. Сондықтан бұл сондай тамақтан кейін мынаны жеп қойсақ, жаңағы 40% қант құрамды тосады. Біздің бауырымызда негізі күніне 25 грамм ғана майдан артық жаңағы ретке сала алмайды. Одан артық 25 граммнан асып кетсе, ол мүмкін басқа ағзаларға май болып шығады. Сондықтан мінекей бауыр ішкі ағзаның майы артып кетпеу үшін де алдын алуға болатын нәрсе, сүзбей тұтынуға болатын нәрсе. Бұны балаларда тұтына беруге болады. Залалсыз, иә, бұл өнім. Сондықтан бұл тағы зат алмасын жақсартады, бұдағы жаңағы ішек қызметін жақсартады, бұда ашқазанға пайдасы бар бұл өнімде. Жан-жақты витамин тоқтап береді бұл. Жаңағы жеміс-жидектен алынғандықтан. Бұл да өте керемет. Ал енді мына өнім, ол керемет өнім, иә. Яғни мына өнім ең алғаш шыққан кезде бізде бір бөлім адамдар байыды ғой, осы кәсіпте жүрген. Өйткені әзіргі адамдар барлығы толып кеткен, барлығы жаңағы бауыр май басқан, ішкі ағзаға май артып кеткен деген ауру өте көп. Иә, осы мен-ақ сағайып алған кісілер бар. Сондықтан бұл өнім ең алғаш шыққан кезде, бір бөлім адамдар осыдан жаңағы қаншама табыс тапты. Өйткені барлық адамға қажет. Әзіргі дәуірдің ең қажеті осы. Бәрі енді ішкен алдында, ішпеген артында деген сияқты нәпсімізді тия алмаймыз, иә. Жата жатқанша тамақ жейміз, соның бәрі ағзамызды бүлдіріп жатыр. Ал енді мына өнім болса, бұл енді бұда керемет, әлемдік сұранысқа ие өнім, бұл болса қан тазарту өнімі. Қан тазарту өнімі және осы жүрек ми қан тамыр ауруларының енді құтқарушы жұлдызы деп айтсақ болады. Жүрек ми қан тамыр аурулары деген енді әлемдік мәселе бұл. Біздің еліміз бойынша жүрек ми қан тамыр ауруларынан өлім мөлшері 80%-тен асады. Жастардың жүрек ми қан тамырларынан өлім мөлшері 26%-тен асты. Бұрын қан басым болыпты деген тек үлкен адамдардан көреміз, қан қысымы артыпты деген сияқты. Жүрек жасырын жүрек екен, содан қайтыс болыпты деген адамды біз үлкен адамдардан ғана көретінбіз. Әзір 20-30 жастағы адамдардың өзі отырып жаңағы өмірден өтіп кетті, ұйықтап жатып өмірден өтіп кетті деген естіп жатамыз. Өйткені әзіргі адамдардың ритмі дұрыс емес, ішіп жемде дұрыс емес. Сондықтан жаңағы мына қан тамыр тосылу, жүрек ауру болғандар өте көп, иә, ми қан тамыр тосылу, жүрек қан тамыр тосылу деген. Енді мынау болса, осы жаңағы өмір бақи шешілмей келе жатқан, өмір бақи давление дәрісін ішіп келе жатқан, қан тамыр тосылудан болған осындай жаңағыдай ауруларды оңай шешімдеп береді. Өйткені бұның басты ролы жаңағы қан тазалайды, сонымен қоса тағы да қандағы тромбыларды, ұйықтарды оңай ыдыратып береді. Ал енді бұның негізгі құрамы тек қана бұршақ, наду деп Жапонияның шуақ тамақ орнына ішетін азықтығы, бұршақ, шуақ тамақ орнына ішетін сары бұршақтан жасалған негізгі құрамы. Сондықтан бұл біріншіден залалсыз, одан кейін ішкен сайын пайдалы. Және әлемдік деңгейде шеше алмай келе жатқан қан тамырдағы тромбын, жаңағы қан тамырдағы тосылуды ыдыратамағандықтан біздің жаңағы созылмалы аурулар келіп шығып отыр ғой. Мысалы енді жаңағы давление өмір бақи дәрі ішіп өтеді өлгенше, қант диабеті, ода өмір бақи дәрі ішіп өтеді. Жаңағы батыс медицинасының жөнін айтқанда, ол енді шешімдеуге болмайтын созылмалы ауруға жатады. Ал енді біздің осы шығыс медицинасының жөнін айтқанда, ондай ауру болмау керек негізі. Созылмалы ауру деген нәрсе жоқ бұл жерде. Қан тамыр тосылудан жаңағы өмір бақи дәрі ішу деген нәрсе болмайды. Өйткені мынау болса, мысалы сол жаңағы қан тамырдағы ұйықты оңай ыдыратып береді.
қан тамырдағы ұйық болғанда жаңағы тромбылар, қан ұйығы, жаңағы тромб тосылуларды оңай ыдыратып, жаңағы оңай ашып береді. Енді бұны қан тамырдағы ұйықты ыдырату ролі кәдімгі химикат дәрілердің 47 есесіндей, сүйек өкілдің 19 есесіндей қан тамырдағы ұйықты ыдырату ролі. Сонымен қоса тағы мына қан тамырдың жаңағы серпімділігін арттырады, қан тамырдың қызметін жақсартады. Мәселен, біздің жаңағы өмір бақи ішетін, давлениеге ішетін қан тамыр жаңағы қан қысымға ішетін дәрі, химикат дәрі, ол ешқашан қан тамырда ұйықты ыдыратпайды. Енді ұйықты ыдырату ролы да өте төмен. Ол қандай рол бар дегенде, тек қана қан тамырды кеңітіп қана тұрады. Енді оны сіз әр күні таңғы асын ішпесеңіз де, сол қан қысым дәрісін іш деп тапсырыс береді доктор. Өйткені оның жаңағы қан қысым дәрісі ол жаңағы 8 сағатқа 10 сағатқа ғана сіздің қан тамырыңызды кеңітіп тұратын ролы бар. Сіз соны ішпей қалсаңыз, сол күні қан тамырыңыз жеріп қалуы мүмкін. Онда қан қысым көтерілсе ертең оқыс болады. Сондықтан біздің мына жаңағы ешқашан жаңағы қан басым дәрісі, біздің ішіп жүрген қан қысым дәрісі ешқашан қан тамырда ұйықты ыдыратпайды. Ол мәселе барған сайын ауырласа береді. Ал тек қана сіздің қан тамырыңызды кеңейтетін ролы бар. Ал күнде сіздің қан тамырыңыз созылып келіп тұрған кезде шарын үрдей берсеңіз, шары жұқарады ғой бір күні. Серпімділігі жойылады. Мына біздің қан тамырымыз дәл сол сияқты бір күні үрделіп, жаңағы жаңағыдай үрделіп, кеңіп тарайтын кезде қан тамырдың жаңағы жұқарады. Bir күні қатты қуанғанда, қатты енді жұбанғанда, қан қысымы өрлеген кезде бір күні тарс етіп жаңағы қан тамыры жарылады. Жаңағы миға қан тамыры мүмкін, жүректе мәселе шығуы мүмкін деген сияқты. Енді ми қан тамыры тосылса дейді, сіздің байлығыңызды алады дейді. Ол енді өмір бақи салданып, жаңағы қаншама байлығыңызды, осы уақытқа дейін жиған байлығыңызды ауруханаға беріп шығасыз. Енді жүрек қан тамыры тосылса, сіздің жаныңызды алады. Жүректі тосылса, сіз енді үстінде кетіп қалуыңыз мүмкін. Жаңағы жастардың ұйықтап отырып кетіп қалыпты деген жағдай содан. Сондықтан бұл мінекей осы жүрек ми қан тамыр ауруларын жаңағы құтқарушы жұлдызы дейтін сол. Өйткені бұл рол сол жаңағы жүрек ми қан тамыр ауруларының, созылмалы аурулардың түпкі себебі болған жаңағы қан тамырдағы ұйықты, қан тамырдағы промбаларды түбегейлі шешімдей алады, яғни ыдырата алады, оңай ыдырата алады. Және кәдімгі химикат дәрілерден жаңағы соншама есе жоғары, яғни 47 есе жоғары, көрдіңіздер. Одан кейін бұл жаңағы қан тазартады, қанды оңай тазартып береді. Қан тазартқаннан кейін енді қанымыз таза болса, жан таза дейді. Қанымыз таза болғаннан кейін бүкіл біздің ағзамыздың қызметі жеңілдейді, бауыр бүйректеріміздің қызметі жеңілдейді. Сондықтан бұл қан тәбеткеде ерекше пайдасы бар. Қан тәбеткеде жаңағы теңшеуге болады, реттеуге болады. Одан кейін бұл ішкен сайын пайдалы. Ішкен сайын біздің жаңағы химикат дәрілер біздің бауыр бүйрегімізді зақымдап жатыр, қан тамырдың қызметін, серпімділігін жойып жатыр, қан тамырды қатайтып жатыр. Мынандай серпімділік болмай қалады. Енді мынау болса, ішкен сайын жаңағы қан тамырдың қызметін жақсартып, қан тамырдың серпімділігін арттырып жатыр. Қан тамырдың өзінің серпімділігі болу керек. Қан тамыр бүйтіп керіліп созылуға жаңағы ұйқы қуаты болу керек. Біз жаңағы химикаттарды көп тұтынғандықтан керіліп созылатын өзінің ұйқы қуатын жойып тастайды. Ал мынау болса, қан тамырға да жаңағы көмектесіп, жаңағы қоректік беріп, қан тамырдың да серпімділігін жақсартады. Сонымен қоса бұл енді тек қана жүрек ми қан тамыр аурулары бар адам ғана ішсін деген нәрсе емес. Оны жай өзіміз ешқандай ауру жоқ, бізде ішуге болады, сізде ішуге болады. Тіпті мен балама да беріп жатырмын бұны. Өйткені әзір балалар енді түнімен жаңағы телефон ойнайды, сабағы да ауыр деген сияқты. Енді ол жасы ұлғая келе, енді мысалы бұрынғы бізге қарағанда, әзіргі адамдар тіпті әзір жастар тіпті де жаңағы ерте осындай ауруға ерте шалдығуы мүмкін. Сондықтан бұны мен балама да беріп, біз ауырмасақ та, жаңағы ешқандай ауру жоқ болса да, алдын алу үшін ішуімізге болады. Қан тамырдағы мысалы әзір біз 90%-ке бармаса да тосылуымыз, әзір 60-70% деп мысалы ақырын ұлғайып бара жатыр. Сондықтан біз ертең әзіргі үлкен кісілер сияқты ертең қан басым болыпты, кардиогия болыпты деген, жаңағы қан тәбет болыпты дегенді естімейтін боламыз. Біз әзірден бастап мынаны тұтынатын болсақ, ондай аурудан аулақ боламыз. Сондықтан бұны біз ауырмай тұрып алдын ала тұтынуға болатын өнім бұл. Бұл ішкен сайын пайдалы. Ішкен сайын пайдалы. Сіз ой біраз уақыт іштім, бұл ара ішпей қояйын, зиян шығады деп ойламаңыз. Бұл ішкен сайын пайдалы. Қоректік. Өйткені айттық, біздің барлық өнімдер азықтық. Тамақ жей алатын адам бәрі жеуге болады. Біздің барлық өнімдер. Енді қараңыздар, жаңа үш өнім таныстырдым. Мына үш өнім жаңа алдыңғы мен айтқандай, жаңағы біздің жаңағы шығыс медицинасы, яғни шөптер емшілігі не дейміз қой, жаңа алдымен тазалау керек дедік. Бүкіл аурулардың себептері жойылды ма осы үш өнім арқылы? Мынау мінекей сыз суықтарды айдап жатыр, дымқылдықтар бүкіл аурудың себебі болған. Тек бір суықтықтың өзінен қаншама мың түрлі ауру шығады. Одан кейін мына затонос жасап жатыр деген сияқты, ішек қызметін жасап жатыр. Енді бүкіл аурудың себептері жойылып жатыр. Ал мына тек қана бір қанқойлықтан, тек қана бір жаңағы ішкі ағзаның май артып кетуінен қаншама ауру келіп жатыр. Соның мінекей түпкі себебін жойды ма? Жойып жатыр, мына майдыратып жатыр. Ал енді тек қана бір тосылудан, қан тамырдағы тосылудан, одан кейін жаңағы қан таза болмағандықтан, енді қанымыз таза болмаса, бүкіл клеткаға қоректік неден барады? Қанмен барады. Қанның барған, қаныңыз мысалы
қаның барған жеріне жаңағы сізде мына қаныңыз таза болмаса қан барлық клеткаға барады. Иә, барлық клетканы бүлдіреді қан таза болмаса. Ал сол үшін мінекей бүкіл қан тазарып жатыр. Жаңағы бүкіл қан тамырлар тосылуды ашып жатыр. Осы осы жаңағы қан тамырдың тосуынан қан таза болмауынан қаншама ауру келіп жатыр, қаншама ауру шығып жатыр. Бүкіл мінекей аурудың түп себептерін жойды ма? Жойды. Сондықтан бұл өнімдерді біз тек қана бір қан қысымы бар адам емес, тек қана бір давлениесі бар адам емес, бүкіл ағзамды реттеймін, бас шашымнан басым аяғыма дейінгі жаңағы кінәраттардан арыламын десеңіздер, әрине осы өнімдерді тұтынғаныңыздарыңыз ең жөн. Ол қан тамырдағы ұйықты да ыдыратып береді, тосуды да ыдырап береді, қаныңызды да тазартып береді, суықсызды да айдап береді, мінекей. Сосын кейін жаңағы заталасуды да жақсартып береді, мінекей майды ыдыратып береді. Бұл қай жағынан жаңағы себептен қандай ауру болып тұр, соның бәрін оңай кеншей алады. Енді бізге не қажет? Біз енді ағзамызды тазалап болдық, енді біз қайтеміз. Біз енді бізге клеткаға қоректік қажет. Біздің клеткамыз, айттым, өкілдерден емес, бізге клеткамыз қоректіктен жаңағыдай не болып тұр. Енді бұл біздің екі өнім болса, жаңағы қоректік арқылы біз клеткамызды оңаша алуға, клеткамыздың қызметін қалыпқа келтіруге болады. Енді мына өнім екі өнім болса, клеткаға қоректік беретін өнім. Көрдіңіз ба? Енді егер біз мындай тосылу ашпай, қан тамырдағы тосуларымызды ашпай, мына өнім арқылы қан тамырдағы тосуларды ашпай, мысалы мыналар арқылы, одан кейін мына сыз суықты шығармай, аурудың себептері жолмен жаңағы біз не ішсек те, біз қанша қымбат өнім ішсек те, біз 60% зая. Өйткені қан жаңағы іркіліссіз жүру керек. Әрбір клеткаға іркіліссіз бару керек. Егер қан тамырда тосылу болса, сол жерге қан жүрмейді. Қан жүрмеген жерге ешқашан қоректік бармайды. Сондықтан сіз жаңағы бір жеріңіз ауырып тұрса, оны мен мындай бір керемет өнім ішіп емдеп аламын деген, ол енді қан тамыр тосылған жерде, жаңағы қан бармаған жерде біздің қоректігіміз де бармайды. Сондықтан алдымен тазалап алуымыз. Өйткені біздің қан тамырымыз, біздің бүкіл әрбір клеткаға қан тамыр арқылы барады қоректік. Енді жаңағы біздің қан тамырымызды, егер ұсақ клеткаларымыз, ұсақ қан тамырларымызды, ұсақ қан тамырларымызды бір-бірінен жалғайтын болсақ, біздің қан тамырымыз осы жер шарын 2,5 есе айланып шығады. 2,5 есе айландыруға жетеді. Енді жаңағы мына өнімді айтайық. Мысалы, мына өнім сол бүкіл біздің ұсақ микро қан тамырлардағы қосылуларды ашып жатыр. Сондықтан бұны біз жаңағы стенд қойған адамдарға да беруге болады. Мысалы, бірінші стендті қойса, екінші стендті қоймас үшін бұны ішуге болады. Бір талдан бастап. Жайлықта бұны 2 талдан ішеміз. Таңертең бір тал, кеште бір тал таңдайға қойып сорамыз. Біз 1 айлық өнім. 60 тал бар. Өте қауіпсіз. Сондықтан біз мына стенд қойған адамдарға да. Енді стендті жаңағыдай бізде медицинада қан тамырдағы ұйықты ыдыратамағандықтан жаңағы қан тамыр тосылған жерге стенд қояды. Енді жаңағы ойлаңыз, жер шарында 2,5 есе айлануға болатын соншама ұзақ қан тамырдың қай жеріне қояды, мысалы, бәрі тосылған жағдайда? Қай жеріне қойып үлгереді? Екінші, үшінші, төртінші стендтен кейін болды, қош айта береді, өмірге қош айта береді. Сондықтан мына мінекей енді бір стенд қойғанның өзіне қаншама ақша қаржылайсыз, 2 стенд қойсаңыз тіпті қаншама ақша қаржылайсыз, тағы өміріңізге қауіп төніп тұр. Ал мынаны өзін ойлаңыз, азық деңгейде сондай бір залас жолмен жаңағы мына жер шарының 2 есе айланатын қан тамырын тазартып, осыдағы қан тамырда ұйықты ыдыратып бергенде бұл қаншалықты қасиетті екенін өздеріңіз біле берсеңіз болады. Енді мінекей, енді біз қан тамырының бәрі тосылып ашылғаннан кейін, бүкіл клеткадағы аурудың себептері жойылғаннан кейін, біз енді клеткамызға қоректік беруге болады. Қоректік беріп клеткамыздың өздігінен сақтау қабілетін арттыруға болады. Енді бұл өнім не? Бұл өнім бізде коллаген. Бұл бізде жаңағы 3 жасар сарыла сиырдың жамбас сүйегінен алынған, жамбас сүйектен алынған, яғни хайуанаттан алынған. Яғни бұл пептид. Енді пептид тәтті өсімдіктен алынған пептидтер өте көп болады. Енді хайуанаттан алынған. Енді хайуанаттан алынған пептид өсімдіктен алынған пептидке қарағанда біраз өнімділігі жоғары, адамның ағзасына біраз жақындау келеді. Яғни ортада жүрілетін процестер аз болады, сіңімділігі жоғары болады бір жағы. Одан кейін бұны бізде 90-ға жуық жаңағы зерттеу мамандарымыз бар дедік. Соның ішінде Лимбо профессор деген профессор зерттеп шыққан бұны. Осы профессордың осы өнімді зерттеп шыққаны үшін мемлекет тарапынан 400 миллион теңге сыйлық қаражат берген. Осы өнімді. Не үшін? Бұның 70% пептид. Енді пептид әлемінде осындай 70% пептид өнім кемде кем. Және бұның осы бір өнім 25 түрлі патент құқығы алған. Өйткені сіңімділігі өте жоғары, қоюлығы өте жоғары, өнімділігі өте тез. Яғни бұны біз ішкенде ашқазан шекпен қорытудың қажеті жоқ, 4 клеткаға барады. Пептид деген бүкіл клетканың азығы, негізгі азығы. Пептид бүкіл аурудың емі, былай айтқанда, бүкіл ауырған клетканы, зақымдалған клетканы біз пептид арқылы емдеуге болады. Енді бұл жаңағы құрамы жаңағы сүйектен алынғандықтан бұл коллагенде тоқтайды, кальцийде тоқтайды. Сондықтан сүйектің тығыздығын артып береді, ктивалар ішек бойын өсіреді. Ал енді бұл тағы да жаңағыдай пептид деген барлық клетканың азығы дедік, негізгі азығы. Сондықтан бұл біздің жаңағы
бір жағы коллаген, сондықтан бұл жаңағы біздің теріміздің босауына да бұлшықеттің тығыздығын бәрін жаңағы нығыздап береді. Иә, сондықтан бұлшық еттің тығыздығы адам жиылады керісінше. Және зақымдалған клеткаларға жаңағы жұғымды да зақымдалған клетканы тез қалыпқа келтіреді. Сөйтіп ағзаның қызметінің қалыпқа келуіне өте тез көмектеседі. Бұл иммунитетті көтереді. Бұны жаңағы аяғы сынған кісілер ішсе, жаңағы сынық тез сақаяды. Одан сүйек мұртты адамдар ішуге болады. Жаңағы әлсіз қуаты әлсіз адамдар ішуге болады. Тез жаңағы күш қуаты жақсарып. Мысалы кешеде бір осы жерге бір сабақ тыңдауға бір апамыз үлкен кісі келді. Әлсіреп қалыпты. Дауысы шықпай қалды. Әлсіреп тұрмын дейді да. Сосын осыдан 2 тал ес бердік. Соны ішіп болып көзім жайнап кетті дейді. Сразу ана дауысы шықпай қалған ғой, әлсіреген кісі. Енді үйге қайттым жеттім деп тұр да үлкен кісі. Осыдан 2 тал ес бердім. Иә. Сразу көзім жайнап кетті, андай қуат алдым дейді. Сразу жетеді, үстінде жетеді мына клеткаға. Сосын не жаңағы біздің мысалы енді әрқандай мына бірінші зақымдалған кезде біз мысалы кілегей қабықтар оңай зақымдалады. Жаңағы ашқазанда мысалы жара жарақат болды дейміз. Бірінші кілегей қабық зақымдалады, одан бар біз елеме бар болып жаңағы терең жарақат алады ары қарай. Сонда мысалы біз мынау жаңағы кілегей қабық, біздің ашқазанда кілегей қабықтар мысалы 3 күнде сақайып кету керек. Иә. Ал енді мындай сондай зақымдалған қалыптарды, кілегей қабықтарды тез қалыпқа келтіреді. Тез жаңағы жарақат тез қалыпқа келтіреді. Яғни мысалы біз мына кеңірдегіміздегі кілегей қабық тіземізде мысалы әрбір мына мүшелерде болған сыртқы кілегей қабықтарды тез қалыпқа келтіреді. Иә, ары қарай жарақат алмау, ары қарай үлкен ауруға апармау үшін тез жаңағы клетканы тез қалыпқа келтіреді. Сондай жаңағы ағзаның қызметін күшейтіп, иммунитет беріп, жаңағы ауырған кезде 2 талдан ішіп қойсақ, тез жаңағы иммунитетіміз көтеріп, тұмаудан тез сақтауға болады. Балаларға да беруге болады. Енді бұл тек қана мысалы жаңағы тек сүйектің тығыздығын арттырған үшін, бұл біз бүйрегімізге де пайдалы. Жаңағы бауырымызға да ағзаның шегінген ағзаның қызметін барлығын қалыпқа келтіреді. Бұл өте керемет. Енді реміне қараңыздар. Біздің барлық өнімдер міне страховка алған Қытай страховка компаниясы жаңағы кепілдік берген. Яғни бұл өнімдердің барлығы ешқандай сақтандыру компаниясы, ешқандай міне бәрінде бар. Ешқандай адам ағзасына кері әсері жоқ, зияны жоқ болғанда осындай кепілдік бере алып отыр. Егер бұның адам ағзасына кері әсері болса, бұл компания кепілдік бере алмайды, сақтандыру компаниясы. Барлық өнімдерде бар. Иә. Мынада да бар. Ал енді мына өнімге айтайық. Мына өнім болса зығыр ұрығы. Иә. Зығыр ұрығы бұл енді біздегі бидай, жаңағы арпа сияқты дәнді дақылдардың бірі. Дәнді дақыл енді жаңағы жерде өсетін. Солардың ішінде ең асыл дәнді тұқым дейді. Бұл енді адам ағзасына жетік қоректік береді, яғни барлық витаминдерді тоқтап береді, бұл ағзамызға қажетті жан-жақтылар. Бұны тағы да мысалы енді жейтін косметика дейді, іштен жейтін косметика дейді. Өйткені бұның құрамы жаңағы әртүрлі витамин беретіндіктен жаңағы теріге де пайдасы бар. Мынаның ішінде құрамындағы витамин Е-нің өзі жай витамин Е-ге қарағанда 1000 есе жоғары. Сондықтан мына ішкен үзбей ішетін болсақ, теріміз жылтыр майда болады, әртүрлі тері ауруы болмайды дейді. Иә. Сондықтан бұны іштен ішетін косметика деп атайды екен. Одан кейін бұның тағы бір атауы бар. Терең теңіз балық майы деп атайды. Терең теңіз балық майы деп. Енді балық майы жоқ бұның ішінде. Бірақ балық майының қандай рөлі бар дегенде, балық майының қан тамырдағы ұйықты ыдырататын рөлі бар. Ал енді мынау болса, сол ішінде балық майы жоқ, бірақ бұл зығырдың да, зығыр, мына леон деп айтады екен сіздерде. Сол зығырданның мына қан тамырдағы ұйықты ыдырату рөлі бар. Иә. Және бүкіл мына миға да пайдасы бар. Бұның омега 3 құрамында өте жоғары. Яғни мынаны ауыр аяқ адамдар ішсе, іштегі баланы мен жетілдіреді. Енді өзіміз үзбей ішетін болсақ, мына ес сақтауға сақтауды, жаңағы алжудың алдын алады, ми құрғау, ми солудың алдын алады бұл өнім. Тағы жан-жақтылы витамин беретіндіктен, жан-жақтылы ағзамызға қоректік тоқтайтындықтан, бұл жаңағы бауыр бүйрек қызметтерін, басқа да ағзалардың қызметін ерекше жақсы күшейтеді, айтқанда. Бұны үзбей таңғы ас орнына ішетін болсақ, немесе жаңағы күнделікті тамақ орнына ішетін болсақ, бұл енді қосымша бұл мүмкін бара-бара жаңағы көзіміз қуатты болып ұзақты көріп кетуі мүмкін. Өйткені бұл жаңағы бауырды да қуаттап жатыр. Бұны ары қарай үзбей ішетін болсақ, мүмкін ақ шашымыз қараюы мүмкін. Ағарған шашымыз қараюы мүмкін. Бұл өйткені бүйректі де қуаттап береді. Сол сияқты бүкіл ағзамызда біздің 3 уақыт тамақтан ала алмайтын қоректі осыдан алуға болады. Сондықтан бұны жаңағыдай күнделікті тамақ орнына үзбей ішуге болады. Тамақтың осыны таңғы ас орнына үзбей ішуге болады бұны. Бұның және сыртта жүрген кезде, тамақ ішілмей қалған жағдайда, бұдан ұзаққа шыққан, сапарға шыққан кезде осыдан алып алуға болады. Тамақ орнына ішуге болады. Бұның 4 сағатқа дейін тойымдылық беріп отырады. Және біздің күнделікті жеген тамақтан да құндылығы жоғары бұның. Енді біздің қараңыз, мінекей осы жаңағы мына 5 өнімді біз осы 5 өнімді жаңа айтылған, мына өнім, мына өнім, мына өнім, жаңа айтылған мына өнім, және мына коллаген,
Осы 5 өнімді біз комплект бойынша тұтас бір апта ішеміз, осы 5 өнімді бір-ақ ішеміз. Бір апта ішеміз, бір аптада енді бір апта ішіп болғаннан кейін тамақ ішпейсіз, тек қана осы өнімді ішесіз. Біздің азықтық орнына, үш уақыт тамақ орнына осы 2 өнімді ішеміз. Үш уақыт тамақ орнына тамақ ішпейміз ешқашан. Осы мінекей үш уақыт тамақ орнына ішеміз, одан таңертең кеш мына система бойынша мына өнімдерді ішеміз. Осы бір апта тамақ ішпей осыны ішкен жағдайда біз бір аптадан кейін жаңа өмірге оралғандай боламыз. Сондай бір енді денеміздегі өзгерістерді өзімізде байқай аламыз. Сіздің әртүрлі көрсеткішіңізде сәл енді әртүрлі давление болсын, қан тәбет болсын, қандағы дәрет қышқылы артып кеткен деген жағдай, сол сияқты майқұрам болсын, калорийіңіздің жоғары төмендігі, майқұрамның артып кетуі, барлық сандық мәліметтерде өзгеріс болады. Мысалы мен бүгін де бір сабақтасымен хабарластым, ол доғдыр, сосын ол кісі бір қаридарға осы өнімді берген, 5 өнімді. Бауыр ауыр зақымдалған тездеп мындай өнім тауып берсең деген, осы өнімнен заказ беріп осыдан алды. Бүгін хабарластым, алғаны бір 2 аптадан асты ма, сондай болды. Бүгін хабарластым, қаридарыңыз қандай болды деп, ой керемет дейді. Сосын сонда кеше анализ тапсырды дейді қаридары. Сосын кейін диагноз өте жақсы шықты дейді. Сонда қандай десем, ештеңе жоқ дейді. Алдында ауыр бауыр сарғайып болған, одан кейін ол кісі алкоголь біраз арақ ішеді екен, көп ішеді екен. Мына өнімді тездеп бер, ана кісі ауыр жағдайда деп асықтырған. Дереу осы өнімдер келді, берді. Сонда мінекей кешегі бір апталық нәтижесі, бір аптада доғдыр сабақтасының өзі таң қалды. Ешқандай ештеңе жоқ дейді. Ешқандай бауырдағы әңгімесі түкте жоқ. Енді сол алдыңғы анализін әкеп бер деп отырмын, сонымен қосып салыстырып шығарамын деп бұйырса, сіздердің чаттарыңызға да жолдаймын. Сондықтан мінекей мына 5 өнім ішкен кезде сондай бір жаңа өмірге оралғандай боласыз. Ұйқысыздық болса да шешімделеді, қорылдақ болса да шешімделеді, қан тәбетіңіз болса да, давлениеңіз болса да, тіпті стресс болсаңыз да, енді бізде бауырда артып кеткен кезде адам ашушаң болады. Сол ашушаңыз да жоқ болып кетеді, көңіліңіз көтеріліп кәдімгідей. Бізде бір кісі айтады, бұрын осы алдында тұрған аяғым астында тұрған нәрсені теуіп еткім келіп тұратын дейді. Әзір басқашамын дейді да. Әйтеуір соқтығып келіп тұратын дейді. Одан кейін жеңіл, сергек боласыз. Қандай жұмыс болса қырқсаңыз келіп тұрады. Шаршау деген болмайды. Ұйқыңыз ұйықтасаңыз да бұрынғы бір бала кездегі ұйқыға бірақ кетесіз. Қанша шаршасаңыз да 2 сағат ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанып қалады. Мен сондай деңгейге жетесіз. Сондықтан одан кейін бұл артық салмақтың арылтады. Енді артық салмақтың артқан кезде бір аптаның өзінде бізде 9 келіге дейін салмақ тастады, осы Қазақстанның өзінде де. Енді ол артық салмақтың арту деген, енді ол мына артық салмақтың артатын дүние емес. Енді артық салмақ дегеннің өзі үлкен ауру. Қант тәбеті сияқты, давление сияқты, ол да бір үлкен ауру. Қаншама аурудың түпкі себептері. Егер сізде қан қоюлық болса, давление болса, қан тәбет болса, сол сияқты аурулар болса, доғдыр ең бірінші айтады сізге, салмағыңнан арыл дейді. Артта дейді. Басқа да амал жоқ. Артта дейді тек қана. Көрдіңіз ба? Сондықтан артық салмақтың өзі үлкен ауру. Яғни артық салмақтың себебі не? Сіздің зат алмаңыз дұрыс емес. Сіздің денеңізде сыз тым артып кеткен, тосылу бар, ағзаның қызметі шегінген, қалай. Сондықтан сіз көп бауырда су қалып кеткен, сондықтан сіз оңай семіріп кетесіз. Енді бұның бәрі ретке түскен кезде сіз табиғи арықтайсыз. Ішіңізді жүргізіп арықтату емес, табиғи ішкі ағзаңыздың бәрін ретке келтіргенді сондықтан теңшеу деп айтамыз. Бағана теңшеу дегенді түсіндіңіздер ме? Зат алмасын жақсартып тұр, дене сыз суықтарын айдап тұр, бүкіл аурудың түпкі себептерін, семіздік болып кетудің түпкі себептерін жойып тұр, жан-жақтылап. Сондықтан сіз табиғи түрде артық салмақтан арыласыз. Ол сіз табиғи түрде себептер жойылған, сіз семіріп кетудің себебі жойылғаннан кейін сіз семіремейсіз, сіз семіре алмайсыз. Енді бір апта ішкеніңізде мүмкін 7-8 келі, 4-5 келі салмақ тастауыңыз мүмкін. Ары қарай жалғас тастайын десеңіз жалғас ішуге болады. Енді қан тәбетіңізден тобы келі айығамын десеңіз жалғас ішуге болады. Бұны ешқандай көп ішіп қойсам зиян бар дейтін нәрсе жоқ. Сондықтан бұл енді жан-жақтылы. Енді бұл қос бағытта жұмыс етеді. Тек қана артық салмақтан ғана қоймайды. Егер сіз арық болсаңыз да, шыршықпайтын арық болсаңыз да, онда да сіз қалыпсыз. Онда да сізде ішкі ағзаңыздың бауыр жүйкеңіздің қызметі дұрыс емес, көк бауырдың қызметі дұрыс емес, ішек қызметі дұрыс емес. Негізі біз әрқандай денсаулық күтім деген кезде біз бірінші көк бауырдың қызметін дұрыстауымыз керек. Көк бауырдың қызметі дұрыс болғанда бар, біз не ішсеңіз жұғады ол. Егер көк бауырдың қызметі дұрыс болмаса, сіздің ағзаңыз бәрі аш қалады. Түсіндіңіз бе? Сондықтан біз көк бауырды өте маңызды орынға қоямыз. Мінекей мына өнім көк бауырдан бастап емдейді, суықтан шығарады. Сондықтан мына көк бауыр залсыз кезде сізге шіріп шықпайды. Ішкен тамағыңыз ауыздан ішетін жақтан шығып кетеді, шыр шықпайды. Ал біз мына өнімдер ішкеннен кейін де өте ары қарай досын ішкеннен кейін сіздің ашқазан, көк бауыр, ішек қызметіңіз бәрі дұрысталады. Қайтадан екінші не ішсеңіз де жұғатын болады, ақырын салмақ қосатын боласыз. Сондықтан бұл тек қана арықтату өнімі ғана емес. Біз арықтату өнімі десек, бұның ролын шектеп тастаймыз.
Бул бүкүл жанагы арт салмак болсун, арык адам болсун, жанагы ар түрдүү жанагы уйкусуздук, стресс дейсизби, жанагындай калканча без болсун, жанагындай кандай жагдай болсун берүүгө болот. Эми ракты айтып отурган жокмун бул жерде, ракты камтыган жокмун. Рак болсо да енді рак адамга биз ол енді эмдөө баскычынан өтүп кетти. Ол кишилерге эми мына мен жазыласыз деп айта албайм. Өйтүп артык мактоого келмейм. Акыл тинчүгүнө болот, кубатталуу ишинине болот. Бирок одан түбегейлі аягат деп мен айта албайм. Ондай эчкимге кепилдик бербеңиздер. Ошол үчүн биз ар кандай абалда алдын алуубуз керек биринчи. Ага бир мисал бар го. Бир отунду касына үйүп коюп, от жагып отурган го. Сосын кийин касында өтүп бара жаткан бир адам айткан экен, бир кулама. Ана отунду алып кой, артама кой, эртең өртөп кетет деген го. Оган аны тыңдамайт. Сосын кийин отту жага берет, бир күн отуну бирок өртөп кетет. Сонда эми ауылдагы барлык адам, маңайдагы адамдар суу чачып, жанагындай өрттөйт, өрттү өчүрөт. Сонда киси өрттү өчүргөн адамдарга рахмет айткан. Аслында айтуу керек, негизи алгачкы эскерткен адамга рахмет айтуу керек. Ана өрттөнүп кетет ау деген адамга рахмет айтуубуз керек. Биз абдан биз кайтебиз, азыркы биз оорунун алдын ал деген адамды тыңдамайбыз, кулак аспайбыз. Кайта ауырган кезде сизге көмөк берип, былай енді не кылган адамга биз рахмет айтабыз. Негизи эң мыкты доктур дейди, ауырмай туруп эмдейтин доктур дейт. Эң мыкты доктур. Эң мыкты доктур өзүңүзсүз, былайча айтканда. Эң мыкты доорукана сиздин ас үйүңүз. Доорукана эмес. Алдын ала эч кандай биз ауырмай туруп алдын алуубуз керек. Енді биздин осы медицина, осы чыгыс медицинасы негизи аурудун алдын алуу үчүн жұмыс жасайт, және аурудун түбегейлі теңшөө аркылуу оорудан түбегейлі айыгууга болот. Енді бизге 5 өнүмдөн башка дагы да келе жаткан дагы бир өнүмүбүз бар. Мына спри. Мына болсо енді бетке чачатын спри. Бул енді залалсыз, аузга да чачууга болот. Өйткөнү бунун негизи курам пептид кана, негизи курам пептид, ар түрдүү пептид. Эми пептид деген айттыкчы, клетканын азыгы деп. Бунун бетке бүркүү аркылуу эми буда бирлиги өтө кичкене. Пептидтин бирлиги онсу да өтө кичкене болот. Сондуктан биз сыртынан чачкан заман дереу теринин негиз кабатына оңой сиңет. Және bunun içinde aktifтиги жогору лимайте деген пептид бар. Сондуктан биз мына чачкан заман дереу негиз кабатына тез сиңет. Бир 10 мүнөт ичинде 2-3 саат, 2-3 рет сепсек, мына эки бетибиз токтомой калышы мүмкүн. Эки бетибиз бир жак бетибиз көтөрүлөт да. Ол енді эч кандай клей эмес. Бул енді нагыз теринин кабатынан жаңы клетка коректип берип отургандыктан терimiz жыйылат. Енді буну удайы чачатын болсок, бетimiz енді кичирейип жыйылат, төмен салбыраудун алдын алат. Жердин жаңагы тартылсаңы боюнча биздин бет терimiz күнүнө линден 0,2 жаңагы сантиметр деймизби, миллиметр төмен карай салбырайт экен. Сонун алдын алат. Бетimiz битип түскөн сайын адам кары көрүнөт. Ал енді мына болсо ушул бетти жыйып турат. Жана устак ажымдар жоет. Жана беттин курап кетүүбү, сосын кийин күн нурунан коргойт. Мына беттеги поролорду тазалап, оңой тазалап берет. Мына беттер кызарып кеткен деген жагдайдын баарын жанагы аллергиясы бар, бет кызарып кетет, чукат, беттер соокандап көмөктөшөт болот. Сосын үксаксак бөрткөнгө да көмөктөшөт болот. Одан кийин мына телефон нурунан да, көк нурунан коргойт. Биздин телефон азыр көп көрөбүз. Телефон көк нуру да биздин бет терибизди закындап жатыр азыр. Телефон көк нуру көзгө да зыян деп айтабыз. Көзгө зыян экенин деп билебиз, бирок терге зыян экенин билбейбиз. Бул терге да зыян. Биз 3 саат телефон көрсөк, мына 1 саат күнүнүн астында турганга окшош. Сондуктан содан да коргойт. Буну биз тек гана таңертең кечке эмес, күндө биз макияж дейсиздерби, бетте мына боянып алган кезде бул чача берүүбүзгө болот. Өйткөнү бунун бирлиги өтө кичкене, бул кедер кетпейт. Биздин бетибиз боянуу, бул кедер кетпейт. Чача берсек, ал ары сиңе берет. Чачкан сайын бетибиздин жаңы абыржыганы басылып, чарчаганы басылып, коректенип, сондай бир бетибиз нурлана берет. Ал буну сепкенден кийин сепкен адамдын бети нурланып турат. Ол эми пептидтин базы. Ар жагынан бир нур келип турат. Бет жандай тотук турмайт. Бул эми беттин тотугунун алдын алат. Бет тотуктуу деген сөз, беттерибиз тотук деген сөз, ол картайууга бет алат деген сөз. Сондуктан буну үзбөй эстетүүгө болот. Жана бул жаңы биздин бес этаптын ордун басат. Жаңы суу жагабыз, туник жагабыз, май жагабыз, айтып кабат айда 5 түрлүү нерсе жагабыз го. Мына энсине дагы бир май жагып жатабыз. Енді бул сонун ролун басат. Осы бир өнүм гана сону аткарып бере алат. Сондуктан адетте эр адамдар ондай кабат кылып жагып отурмайт. Эми мына өтө колдуу болгондуктан бунун эрлердин де жаңы сүйүп колдонатын керемет бир косметикасы. Эң башкысы коюп коюп удайы чайып бетин чачып жүрсө, бул кишилердин де бетинин тез картаюунун алдын алат. Эми дагы бир керемет өнүм бар. Түшүнгөн жокпу? Мына өнүм да керемет өнүм. Мына айылдар өнүмү. Эр айыл жактырмак күндө өнүмү. Мына енді 30 түрлүү чөптерден жасалган. 30 түрлүү чөптерден жасалган, негизинен
Одан бұғанда жаңа мен айттым, біздің өнімдердің ерекшелігі бұрынғы жаңа құпия рецепттерге осы заманға жаңа технология қолдану арқылы сондай сіңімділігі жоғары деп, өнімділігі жоғары. Енді бізде сондай тез нәтиже бергенден кейбір кісілер ойлайды, бұның ішінде не үшін тез нәтиже беріп отыр? Бұлар ішінде гормондық қосыс бар ма дейді. Әмәтте жоқ. Бұның ішінде ешқандай гормондық қосыс жоқ. Бұл азықтық деңгейде, IC сипаттамасын алған азықтық. Азықтық болғаннан кейін бұның ішінде ешқандай химикат дәрі қосылмау керек. Енді бұл жаңағы барлық өнімдердің тез нәтиже беруі сол жаңа айтып өттім. Бұрынғы құпия рецептке осы заман жаңа технология жаңа бірлестірілген деп, сондықтан сіңімділігі өте тез. Енді бұл 33 шөптерден жасалған, бұл негізі жаңа клетка бұда қоректік береді. Клетка бұда қоректік береді, қабынды қайтарады, микроб жояды. Енді бұл ер әйел бірге тұтынады. Ерлердегі жаңағы қуықту без қабыну оған жақсы көмектеседі. Анастан салып істетеді, екі талдан бір талдан істете беруге болады. Одан бір-екі қорапта нәтиже көрген кісілер бар, енді бұны обай кейбіреулер сенбеуі мүмкін, күмәндануы мүмкін, бірақ бұдан нәтиже алған өте көп ерлерде. Енді ерлердің 10 еркектің 9-ында жаңа қуықту без қабыну бар дейді, 10 әйелдің 9-ында жаңа мәтке қабыну бар дейді. Сондықтан бұл енді ер әйел бірге жаңағы ер әйел тұтына беретін, жасына берген керемет бір өнім, қауіпсіз, залалсыз. Енді бұл жаңа қоректік беретіндіктен жаңағы бірлігі өте кішкене болғандықтан мәткеге салсақ та, жаңағы салсақ та бұл 360 градус толық сіңе алады. 360 градус толық сіңіп тез нәтиже береді, көмектеседі. Мәткедің әртүрлі өспе, кеста, миома дейміз, соның бәріне көмектеседі. Жарақатқа бәріне көмектеседі. Бұның қабынуға қарсы ролы, соқты шығару ролы, микробты жою ролы өте күшті. Сондықтан бұл геморройға да жақсы көмектеседі. Геморройға да. Одан кейін бұл қоректік беретіндіктен аналық безінің қызметін жақсартады, балаларға көмектеседі, етек қатысын тежейді. Одан кейін климакс дейсіз ме, етекті тоқтаған кезде болатын. Соны кешеуілдетеді. 7-15 жасқа дейін кешеуілдетеді. Одан кейін бұл қоректік беретіндіктен клеткаға бұлшық еттің тығыздығын арттырады, бұлшық етті қатайтады. Сондықтан бізде әдетте қуық босағандықтан әйелдерде секірсе, күлсе, дәретші кететін жағдай болады, оған да тез көмектеседі бұл. Сонымен қоса босанған әйелдерде шат сүйек кеміп кететін жағдай болады, сол арқылы мәтке түсіп кететін жағдай болады, соған да көмектеседі бұл. Бұлшық етті қатайтып, шат сүйекті құрап тұрған жаңағы мәткемен түндегі бұлшық етті қоректік беріп қатайту арқылы шат сүйекті жиятын ролы бар. Енді бұны әйел адам артынан да алдынан да істететін болса, мысалы анустан да мәткемен салатын болса, бұл да құйрықты көтереді, жияды, шат сүйекті жиып, фигураңызды өте әдемі қылады. Бұрынғы халқымызға келіп айтқанда үзбей біраз уақыт істететін болса. Енді бұл қоректік болатындықтан бұл иммунитетті көтереді, рактың алдын алады, әрқандай аурудың алдын алады. Енді бұл тағы да қоректік деңгейде болғандықтан, бұны біз тек ауырғанда ғана емес, ауырмай тұрып, мәткемізді қорғау үшін, күтімдеу үшін істетуге де болады. Енді одан бұл жарақатқа да сырттан істетуге болады. Бұл капсула. Мындай бір құмараның ішінде бір капсула ғана болады. Капсула, кәдімгі шет капсула сияқты. Бұны жаңағы 20 жылдық темір еткі бостансақ қайған бір қораптан. 20 жылдық темір еткі. Істеді, ұмытып қалдым, істеді, орысша біле керек, темір еткі деп айтамыз біз, тері ауру, 20 жыл үшін жазылмай қоятын тері ауру. Сосын кейін мұндай беттерге кейбір косметикалар аллергия беріп жатады, енді кейбір. Ол енді беттерінің иммунитеті төмен деген сөз. Соғанда бұны бір талын алып жағып қойсақ, бір талын алып кесіп, сол жерге жағатын болсақ, не болады? Иммунитетті көтереді, беттердің иммунитетін көтеріп, аллергияны қайтарады. Бұл енді бізде бір кісі, Қытайда бір үлкен кісі, осындай 3 жыл ауырған, мәтке аурумен. 3 жыл ауырған, ол кісінің деген өзі, осы мәткедегі қынап жолының бұлшық еттің бүйірінің қоректік жетіспейді деген ауру екен. Соған ішкі қалада үлкен больницаларға барып 3 жыл бойы дауаланған. Ешқандай ем таппаған. Сосын осыны естігенде қабылдамайды. Енді ол үлкен больницаларға көрініп жатыр, қаншама ақша қаржылады 3 жыл бойы. Енді жолдас екеуі қосылмағанда 3 жыл болған. Сосын енді бұны ешқашан шешін де алмайды деп ойлаған. Бұны енді бір амалсыздан досы айтқан таныстырған адам енді осыны істеп көрші деген ұялғаннан ғана айту, сенер сенбес болып қана істеткен. Одан осыны істеткен кезде 25 күн дегенде жолдасымен қосылатын болған. 3 жыл ем таппаған облыстан сақайға. Не үшін? Не үшін дейсіздер ғой? Өйткені айттым, басында мен қоректік береді деп айтып қарадыңыз. Ана кісінің ауру как раз сол жаңағы қынап жолының бүйірінің қоректік жетіспеу деген ауру.
ол қаншама үлкен позицияға табыланса да, ол тек қана қабынды қайтаратын дәрі көрсеткен, тек қана микроб жоятын дәрі көрсеткен, сондықтан ешқандай қоректік беретін жоқ ол жерде. Ылғи химикат дәрілер болуы мүмкін. Енді осындай өнімдер де болған болу керек, бірақ та ода көмектеспеген. Мінекей біздікі нақ 30 түрлі шөптерден алынып, және сондай бірлігі өте кішкене, сондай сіңімді болғандықтан, жан жақты қоректік беретіндіктен жаңағы кісіге бұл көмектесіп отыр. Жаңағы дәл жаңағы қоректік жетіспейді деген жерге осы қоректік толықтап отыр. Сондықтан сол жарақаты жазылған, жаңағы семьясының осыны айтқан кезде, өзінің әсерін айтқан кезде жылап тұрып, бұл енді біріншіден осыдан өмірім өзгерді деп жатыр. Табыс тауып жатыр. Осы кәсіпке келуім осы өнім себеп болды деп жатыр. Жаңағы әзірге айлық табыс та жоғары, өмірім өзгерді деп жатыр. Сонымен қоса отбасымды сақтап қалдым деп жатыр. Отбасымды сақтап қалдым деп жатыр. Сондықтан енді бұл өнімде керемет өнім, сондай бір сұраныс жоғары өнім бұл өнімде. Енді тағы бір өніміміз бар. Енді өнім көп, шетінен ең соңғы осы өнім таныстырайық. Бұл енді көз өнім. Бізде мына көз өнім енді осы жақтағы кісілерде сондай бір сүйіп қолданып жатқан өнім. Мынау болса бізде даужау ресебі дейміз. Даужау деген біздің мына шығыс медицинасының атасы. Шығыс медицинасының шығу тегі даужау деп айтамыз. Осы шөп дәріміз. Бізде жаңағы шөп дәрінің арғы тегі өзі 5000 жыл, 7000 жыл деп отырмыз ғой. Мынаның даужау ресебі осы шөп дәрі осыдан шыққан, даужаудан шыққан негізі. Енді осы даужау ресебі. Енді осының ресебін бізге осының 56 ұрпақ арқылы бізге келіп жатыр. Соны өзің ойлай беріңіз, мына ресепке қанша ғасыр болған. Енді бұған осы заман жаңа технология қолданған. Бұл енді неге көмектеседі деген кезде, бұл біздің нервке көмектеседі. Нервке оңай көмектесетін. Мынау сұйықтық, өткізгіштігі өте жоғары. Нервке, мысалы, біздің мынау енді көздің айнасын жағу арқылы көздегі нервтерді қуаттандырып, тосуларды ашып, көздің алыс жақынды көре алмайтын, нұр шашырау, көз құрғау, көз қышу, одан кейін мына көздің алдында массаж жүрген сияқты болады, соған да көмектеседі. Соны да жақсартады. Бізде сондай бір кісі болған, Үрімжіге барғанда Пекинге бар деп айтқан. Пекинге бар, көзді операция қыламыз деген ғой. Сосын келгеннен кейін сол кезде бізде бір мейрам болды да, демалыс болды. Содан келгеннен кейін содан қайтып келіп қайтадан операция қылыңыз деген. Содан қайтқаннан кейін осы досы осыны айтқан. Осыны істет көш, осы бір керемет деп жатыр, осыны істет көш деген. Бұнан біреуін істеткен кезде көзі жақсы нәтиже әсер алған өзіне, ой керемет, енді жақсы сезінген. Ары қарай жалғасты, тағы 5 алып істеткен, жалпы 6-ауының көзі шешті болып жазылған. Бірақ сонда жолдасы бой бермей, көзден ойнайтын нәрсе емес, сен жалбататын нәрсеге сенбе, біз Пекинге барып келейік деп Пекинге апарып келген. Пекинге апарып дауалатқан, 15 күн жүріп тексерткен. Сонда бір 35 юань дегеніміз қанша, сіздерде бір неше жүз теңгеге бір дәрі алып қайтқан ғой. 35 юань қанша теңге? Бір 400 теңге ма? 4-5 мың теңгелік қана бір дәрі алып қайтқан. Пекинге барып дауаламада. Көзінде ештеңе жоқ, ешқандай операция қылмайсың, жазылды деген. Осы өніммен. Сондықтан бұл енді алыс жақында көре алмайтын қанша 100 градус көз әйнек тастап жатыр, көз әскейіп тастап жатыр бұл өніммен. Бұл енді көздегі мына нервтерге көмектеседі. Енді біздің мына нервтерге біздің енді мына батыс медицинасы өкілдеріміз көмектесе алмайды. Сондықтан сондай бір жағдайда бізде мына құрақ инені қойып жатады, құрақ инені қолданып жатады. Енді құрақ ине тек қана нервті тітіркендіретін ролы бар. Ұяшық арқылы онымен тек қана нервті тітіркендіреді. Ол нервті қуаттамайды, нерв клеткасын қоректік бермейді, оны қуаттамайды, ода тосуды ашпайды. Ал мынау болса, өткізгіштігі сондай жоғары болғандықтан, сондай сіңімді болғандықтан, осы заман жаңа технологияға қолданғандықтан, бұл жаңағы құрақ иненің бара алмайтын жеріне барады. Және сол жердегі нерв клеткаларын тез қуаттап береді, қоректік береді, және нерв клеткасындағы жолдарды ашады, тосуларды ашады. Сондықтан біздің көзге оңай көмектесіп береді. Көздің қарашығында да қан тамыры жоқ, тек қана нерв тамыры ғана бар. Соған бұл көзге жақсы көмектесіп жатқан себебі содан. Енді бұл көзге істететін нәрсеміз қорықпай басқа жерге де істету керек. Тек қана біздің нерв тамырлар тек көзде ғана емес, біздің барлық тұлғамызда бар. Бұны мына мұрнымызға гербарит дейсіз ме? Гарбаритқа да пайдасы бар. Тамаққа да жағуға болады. Мысалы бізде қалқан жебіс қауыны болса, тұмау тисе, балдарыңыз тұмау тисе жаға беруге болады. Кішкентай балалар істете береді. Құлаққа да жағуға болады. Мысалы құлақтың нерв тамыры суық тигендіктен, құлақ естімейді, оған да көмектеседі. Одан кейбір суық тигендіктен бет аузы қисайып қалып жатады, көз ашылмай жатады, оған да көмектеседі. Сосын көздің қылилығы, көз қыли болып қалады, мындай қисық болып қалады, көздің қарашық, оған да көмектеседі. Аяғымызға бәріне осыны жағып жағуға болады, істетуге болады. Енді басымыз ауырған жағдай, басымызға жағып қойыңыз, өте керемет, тосуларды ашады. Енді белімізге, мысалы белімізге, иығымызға жатқан кезде өте ауыр менен болса, мынаны жағып қойып, жаңағы салфетка, тамақтың бетіне жабатын салфетканы орап қойыңыз. Жағып, соны бір 2-3 сағатқа дейін соны орап қойсаңыз, тіпті нәтижесі жақсы болады. 2-3 күн жақсаңыз, жойылған беліңізге де көмектеседі бұл.
Сондықтан бұ да керемет сұранысқа ие өнім, иә, бұны үзбей. Енді бұны көзге қалай жағамыз дегенде, көздің айналасына жағамыз, бұны күніне 20-30 рет кейін жағуға болады. Жай күтімдеу ретінде болса, көзіңізде ештеңе жоқ, жай көзін күтімдейін десеңіз, күніне 4-5 рет істетуге болады. Енді емдеу ретінде, көзіңіздегі жаңағыдай көзіңіз теңшеу ретінде, жаңағы алыс жақынды көре алмайтын болсаңыз, көзіңізде мәселені теңшеу ретінде істететін болсаңыз, күніне 20-30 рет дейін жағуға болады. Бұны енді сіз үнемдеп істеткеннен гөрі, сіз қанша тез істетесіз, сонша тез нәтижесін көресіз. Иә, 2 жастан жоғары қарай істете беруге болады, иә, бұны. Енді балаларыңыз қызу бөлесе де, мына арқасынан тартып, мына жонынан жағып қойыңыздар, иә, ыстығын түсуіне де көмектеседі бұл. Одан кейін кеше біреу айтып жатыр, мысалы, қолымда темірекке де жаққанмын, жарақатқа да жаққанмын. Оған да көмектесіп жатыр екен. Иә. Бізде тағы бір кісілер сондай бір результаттар келіп жатыр. Енді бізде тағы басқа өнімдер көп, енді шетінен айта берсем бүгін таң атып кетеді, тағы келесі кезекте жалғастырып түсіндіретін боламыз. Енді келесі уақытта осы мына маркетингке бір енді уақытта. бір сұрақ бола ма? Жарайды, иә, сұраңыз. Жаңа көзде су ақса, далаға шыққанда көзден су ағады. Көмектесе ме жаңа? Иә, оған көмектеседі. Ол жеңіл мәселе бұлар үшін. Иә. Істетіңіз. Су аға береді. Иә, иә. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Сұрақ болады ма? Ардақ, мына травма, автокатастрофа болған, содан көзі көрмей қалған, операция жасаған, қазір көзі деген көрмейді, екі көзі дұрыс, бұлдырап көрінеді. Өзі массаж жасайды ол. Соған көмектесер ме екен? Кеше айтып отыр еді, после травмы болады деп. Бар ғой. Қандай кезде істетпейді, соны айта кетейін. Мынаны енді сразу операция жасағаннан кейін істетпейді. Өйткені жаңағы қан тамырлары зақымдалды ғой. Яғни қан шығып кетпеу үшін. Операциядан кейін бір 3-4 айдан кейін істетуге болады. Одан кейін көзге мына линза салған жағдайда істетуге болады. Басқа катаракта бәрін істетуге болады. Енді жаңа көзі мүлдем су қарақып қалған жағдайда істете алмайсыз, істетпеуге болмайды. Ол кезде көз нерв тамырлары бірақ өліп кетті деген сөз. Енді көз су қарақып болса да, бірақ жарық сезсе, мындай телефон шырағын жаққан кезде жарық бар екенін сезе алса, онда істетуге болады, онда үміт бар. Яғни бұлдырап көреді деген істетуге болады. Көзге хрусталь қойғандарға бола ма істе? Хрусталь? Иә, болмайды. Оған болмайды. Енді оған болмайды деп ескертілген, бірақ енді оны басқа ұяшық арқылы желкесіне, басқа мына қолдың жерде де көзге қатысты ұяшықтар болады, сол арқылы жағуға болады. Енді маңайынан аздап жағуға болады. Өте күшті басып істетуге болмайды. Глаукома, катаракт дегенге көмектеседі, иә? Катарактыға көмектеседі. Бірақ енді ол катаракты басқа жағдайға қарағанда біраз ауырлау, біраз жайлап өтеді. Бірақ енді операциядан алып қалуға болады. Операция бататын бәрі жақсарады. Менде мамамның бір көзі проценті аз көру азайып кеткені, біреу 10%, біреу 3% қалған. Көру ше? Иә, істетуге болады. Енді көздің мәселесі глаукома деп диагноз қойған. Геморройға болады ма? Геморройға болады ма? Иә, геморройға мына өнім. Женский. Ишаями деген өнім. Ишаями. Өте керемет жақсы. Жоқ, ана көздің геморройға болады деп айтып отыр еді. Жағады, иә, болады. Оны жақсаңыздар болады. Нервный тикке бола ма? Нервный тик бір бетім жырлайды. Бір бетті қисықта? Иә. Именно соған. Ерте сұраткен ғой. 10 күнде 15 күнде оған жақсы көмектесіп отырмын. Бетің көздің астында дірілдейді ғой, дірілдеп тартады. Енді нервке қатысты барлығына көмектесіп деп отырған. Енді ол нерв клеткаларға негізі біздің өкілдер көмектесе алмайды. Мысалы, кейбір кісілер құлақ ауырады ғой. Тек нервке соқ дегеннен ғана болады. 20-30 жыл өкілі істетсе де өкілдер ішеді, ешқандай нәтиже бермей жатады. Енді мынау соған көмектеседі. Иә. Өйткені нервке Туберкулез бар ма? Туберкулез бар ма? Енді өкпеге мына комплект ішуге болады. Енді арнаулы бізде алтыда өкпенің дәрісі шығады. Арнайы өкпенің дәрісін шығарып жатыр. Пока мынаны іше беру. Мынау да жақсы көмектеседі. Іштегі құрттарды шығара ма? Иә, шығарады. Мына өнімдер. Мына біздің жаңағы комплект. Енді бізде жаңағы көздің мәселесі, тек қана көздің мәселесі ғана емес, ол біздің ішкі бауырдан да, ішкі ағзамен де қатысты, бауырмен де қатысты. Сондықтан көз мәселесі ауыр кісілер іштен мынаны да ішу керек, жаңағы комплектті ішу керек. Бауырды қызметін жасап. Сахарға айтып жіберіңізші, қайсысын ішу керек? Сахарға бағана комплектті айттым ғой. Мынау, мынау. Ағза тазалау арқылы барлық емдейді. 5 өнім комплект бір апта ішесіз. Ішінде мынау ішінде бір айға жетеді, қалған мынау бір айға жетеді, қалған 5 негіз. Мынау
Ана одан дене қышуға не шуге болады? Дене қышиды. бауырдан ғой. иә оны Енді очистка деп жатыр ғой, очистка. Очистка Ачистка сам енді. барлыққа ачистка бересіздер. иә Бізде уақыт қысқа, иә. Тағы да сұрақтарыңыз группадан сұрайсыздар. Қазір бізді иә онда баршаларыңызға рахмет, барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін, дос зор табыс тілеймін. Соңғы сұрақ айта салыңызшы, аздыруға көп ішу керек па, осы бір-ақ рет ішеді ма? неге ағза тазалау аптасына 4-5 Жоқ, килограмм аздыру. Біз мана мотивация беріп жатырмыз, аздырады деп, сол өтірік болып қалмайтын. Сол бір-ақ рет ішеді ма, или көп ішу керек па? Аздыру дейсіз ба? Иә, адамды аздыру деп, жаңа Алмақтан айырылу деп тұрасыз. артық салмақтан арылуға ма, ақтау үшін ба? Біз Иә, он аралас- адамға Оны адам өзінің салмағына қарай ішеді ғой. лидерлер бастап іштік. Аздырудың жаңағы ішу тәсілі бар. Сол бойынша ішесіздер. Кім қанша килограмм салмақта? 60 килограмм салмақта болсаңыз, 0,5-ке көбейтесіздер. Қанша шығады? 3 шығады. Ол деген 0,05-ке. Сонда 3 литр су ішу керек ол кісі. Түске дейін 2 литр, түстен кейін. Бұл жерде ағза тазалауды ішіп жүріп, ешқашан бір көсек нан жеуге болмайды. Клетканы ашықтырады бұл ағза тазалау. Клетканы ашықтырып, жаңа өзінің қоректік 2 кашасы мен коллагенін жейді. Сонда ол эффекті береді. барлық өнімдерін алу керек па, мысалы нервына Ішу керек сол О, кәдімгі. Құдайым ай. Одан кейін Ардақ ханым, иә теміреткі дегеніңіз псориаз ба? иә пісіреміз. Ұйқыны жақсарта ма? иә ұйқыны жақсартады. ұйқысыздық адам неше жыл бойы ұйықтай алмай қалған кісілер осылай ұйықтап жатыр. Оған барған неше енді 1-2 жүз ішу керек, неше жүз ішу керек. Осылардың бәрін ішу керек қой, басында бақайымызға дейінгі жаңа аурудан айығымыз десек, жыл бойы іше беруімізге болады бұны. Иә. Енді бұл жерде барған сайын ескертпе ғой, барған сайын өздеріңізге. Ай сайын жаңа машинаның автодында жаңа 10 километрде бір тазалап тұрамыз ғой, сол сияқты. Біз бір маусымда бір жоқ дегенде бір ай сайын бір ағзамызды тазалап тұрсақ, күн сайын бәрін алуымыз керек па, сайын комплекс жасара береміз. Менің түсінгенім бірінші тазалау керек. Денемізді тазалап, потом уже бәрін Қытайдың медицинасы солай емдейді. Бұл ағза тазалауды 156 додырханаларға кірген, емханаларға. Қытайда Емханалар. Пекиннен тартып жаңағы Шехуян дейді, үлкен емханаларға 156 дауырхана кіріп болған. Бұл өнім. Жаңа 5 ағза тазалау бөлімі. Құрметті ханымдар, Жоқ, артқытатын затты алып іше берсек болмай ма, бір өзін алып? эффект болмайды ғой онда. Енді эффекті береміз десеңдер, набор берсеңіздер дұрыс, набор берген дұрыс. Мен осы жолы 10 адамға бердім, марафон жасадым, группа құрдым. 10 адамнан біреуі мен арықтамадым деген жоқ. Барлығынан салмақ түсті ғой. Кемінде 4 килограмм бір аптада түсті, алды 9 килограмм. Бауыржан мырза деген бір кісі келді, сол кісі офисте отырып маған айтады, мен арықтамасам не істейсіз дейді. Ақшаңызды қайтарып берем дедім мен. Аласыз бүгін контрактта. Ертең мен егер арықтамасаңыз ақшаңызды қайтарып берем дедім. Неге? Өйткені мен өнімге уверена болып тұрдым да. Сол кісі қанша тастаған білесіз ба? Бір аптада 9 килограмм тастады ғой сол кісі. Өң ашылып, жасарып еще деген ол кісі. Мынау жасарту ролы бар. Адамдар жасарады кәдімгідей. Комплект ішті ма, енді сонда неше өнім ішті? Комплект ішті. Бірақ комплект ішті. Біздікілер бірақ комплект. Соның өзінен, мысалы осы жерде отырса, бар болса айтар, Салтанат ханым деген кісі аяғынан бүйтіп ақсақтап басатын, бір жағынан бүйтіп қисайып, бір жағы аяғы қатты ауырады, 2 айда бір рет тізесіне укол салдыратын кісі бар еді да, бір компанияның мықты лидері. Ол кісі де бізбен бірге Қытайға барып көзбен көрді, компанияны жақсы қабылдады, күшті деп қабылдады да, ол кісі де бір ағза тазалауын ішті. Білесіздер ма? 7-ші күн дегенде өздігінен, мә қалай күшті мен жүріп кеттім деді ғой. Аяғынан бүйтіп басатыны жайында қалды. Енді ойлап тұрғам, тағы 2 ай уақыты болды, мен аяғыма укол салдыратын уақыт болды ғой деп жүргем дейді. Көрдіңіздер ма? Өте күшті продукция. Өйткені бар ғой, біз енді мынаны нақты системасы бойынша ішкеніміз өте дұрыс та. Енді кейбір кісілер ойынан нәпсіміз тие алмаймыз, тамақ көрсе жеп қоямыз. Болмайды екен. Маған Ардақ ұрсады, қолымнан бір көсек нан жесең, қолымнан жұлып алады. Болмайды, ол клетканы ашықтыруың керек деп. Вот қағидамен ішіңіздер. Енді біз әдетте жай тамақ ішпей ашықсақ ол болмайды. Онда иммунитетіміз түсіп кетеді, иә? Адам бүйтіп салбырап артта кетеді. Мынау керісінше ғылыми жолмен артта. Енді бізде жаңа мына ашықтырмайды ешқашан, мынау сіздің клетканың негізгі азығы. Тоқ жүресіздер, тоқ. Енді біраз басында ашығымыз мүмкін. Негізі біз не үшін ашығамыз? Клеткамыз ашыққаннан кейін жаңағы қарнымыз ашады.
Енді сіз басында 1-2 күн ішкен кезде 1-2 қалта, енді 2-3 қалта ғана ішесіз ғой бір күнде. Сонда ол енді тойынбай айтасың, клетканы басында ашығыңыз мүмкін. Сол кезде нәпсіңізді тыйыңыз. Ары қарай 3-4 күннен кейін сіз қарныңыз ашпайтын болады. Өйткені мынаны жалғастырып бір қорабын толық ішіп болғанда сіздің ана клеткаңыз негізі тойынып қалады. Енді біз не үшін жаңа ешқандай ештеңе ішпеуіміз керек? Клетканы ашыққан сайын жақсы. Клетка дәл ашқан кезде ғана сіздің жаңағы зақымдалған бұрын клеткаларды жаңағы емдейтін, жаңағы қайтадан қалыпқа келтіретін гормон бөлініп шығады. Көрдіңіздер ме? Қағидасы бар. Қарашығындай қорғап тұрған гормон сол кезде ғана бөлінеді. Сіз күніне біз аузымыз кеппей жей беретін болсақ, біз ағзамыз қартая береді. Қайта адам түлкі ұсақ жүрген жақсы әдетте де. Енді неғұрлым жата жатқанда біз тамақ ішпеуіміз керек. Әдеттегі жағдай, сіз ұзақ өмір сүреміз десеңіздер, ерте сағат 7-8 дейін тамақ ішпеуіміз керек. Кешкі тамақты ішпеу керек негізі. Ерте ішіп алу керек. Енді сіз енді бұны жаңағы 7 күн система бойынша ішкен кезде біз жаңағы ашығу, ол сіздің осы өнінің ролын тағы 5 есе арттырып тұр деген сөз. Тағы мінекей жан-жақты клетканы қоректендіріп тұр, тағы түп себептерін жойып тұр, тағы клетканың өзін жаңағы құрақ клетка бөлініп шығады, тіпті рак клеткаларын жейді біздің мына жақсы сау клеткаларымыз ауру клеткаларды жейді. Иммунитетіміз көтеріледі, ана зақымдалған клетка қалыпқа келеді. Сол үшін сол кезде сіздің қаншама зақымдалған клеткаларыңыз қалыпқа келіп, сіздің ғұмырыңыз ұзарады. Сонда біз ай сайын ішіп тұрсақ тіпті керемет. Тіпті біз әзіргі адамдардың талабы 120 жас, 150 жасқа дейін жасау. Біз енді әлден бастап өзімізді осындай күтімде кеше бір қыз ұзақ уақыт өмір сүруге болады. бір аптаның алдында бір қыз келді бізге. Көзім операция, ертең мен операцияға кірем көзден дейді да. Сіз тиктокқа қарап қалсам, осы жерде Жайдар деген бала тикток емес дейді. Көз өні мақтап жатыр екен дейді. Содан жүгіріп отырып осы офисқа келеді да, бір үштікті менен қайдан тапсаңыздар деп тауып беремін. Сол кісі артынан бір пачка еще алды ғой, 5, ана подаркамен. Мә, көзіме күшті көмектесіп жатыр дейді. Алла бұйырса, ол қызын да отызымен бөлісетін боламыз. Қалай күшті? Пышақ деген әрқашан да сақтайды бұл. Енді бұл өнімдердің сұранысы сонда, нәтижесі тез болғанда сұраныс та тез. Енді мына өнімнің Ассалаумағалейкум. қайталай сұранысы қанша жоғары болады, сіздің қалтаңыздың қалыңдауы қанша жоғары болады. Сіз енді қаншалықты мәселені шешім дейсіз, соншалықты ақша табуға болады дейді. Бұл жердегі өнімдер барлық мәселені шешімдеп жатыр да, енді адам ағзасындағы. Әзірге адамдардың үлкен қажеті үй машина емес, негізгі денсаулық. Енді маркетингті жаңағы Талғат мырза айтады, рахмет Ардақ ханымға, өте қанша уақытын қиып осы жерде сіздермен барлық несілермен бөлісті. Ардақ ханым бұл компанияда істеп жатқанына 1 жыл болған, айлық табысы 20 миллионға шықты. Енді осы компанияның нөмір 1 шегі 7 миллиард 500 миллион ақша тауып отыр. Неге? Өйткені продукция мықты. Мен любой компания, мысалы маған компания туралы айтса, мен айтатынмын, өнім любой компанияда істейді дейтін. Маркетинг айтшы деп айтатын да. Ал бұл компания мені өзгертті. Продукцияға келдім ғой мен. Продукция мықты. Продукция мықты болса, маркетинг өзіңнен автоматты айланады екен. Енді қазір біз Дархан мырзаны шақырамыз, компанияның маркетинг планын егжей-тегжейлі сіздерге түсіндіріп береді. Дархан мырза, келіңіз. Ардақ ханым, бір сұрақ болады ма? Мына программа қанша уақытқа жетеді? Бір ағза тазалау 1 апта. 1 апта. Ішіндегі қан тазалау 1 айға жетеді. Мына жерде ескерте салатын бір нәрсе бар. Егер қаны қою болып, өте семіз болып, кейбір кісілер болады, қай жерің ауырады десе, қай жерің ауырмайды деп сұрасайшы дейді да. Бүкіл жер ауыратын кісілер бар да. Ол кісіге 10 күнге ма 5 күнге мынаны ғана ішіп тұрсын. Bir талдан. Содан кейін бір вана этапқа өссін. Енді сондықтан мұндай бір керемет өнімді. Рахмет сіздерге. Керемет табыс жобасымен халыққа таныстыру арқылы еңбектеріңізде жаңа бір жағы халыққа денсаулық сыйлап жаңа алғысын алуға болады мындай керемет өніммен. Енді Ардақ апа. Bir сұрақ қойсам болады ма? Ассалаумағалейкум, Ардақ апа. Иә. Мен Қарақалпақстаннан Інабатпан. Өзбекстан. Иә, айтыңыз. Ардақ апа, сәл әстелеу сөйлейсіз ба? Тез айтады екенсіз, һәм қазақшаға онша бізде түсінбей қалып жатырмыз. Бұл кісі сөйлеп болды. Енді осы жақтың адамы. Елі көп тыңлаймыз ғой Ардақ апаны, құда қаласа. Мен бірінші мәрте кіріп жатырмын. Бұл кісі Қытай тілінде оқыған. Қайта сіздерге қазақша сөйлеп отқанда рахмет айтыңыздар. Рахмет. Енді әріптестер қараңыздар. Бұл жақта тарих барысында айтты ғой, 32 жыл бойы Жымын Груп компаниясы Қытайда абыройы бар компаниялардың бірі, біріншіден. Екіншіден, бұл жақта шикізатты өздері шығарады. Үшіншіден, маркетинг барысында резервный фондқа 80 миллион юан ақшаны резервный фондқа қойдыртқан ғой.
Сондықтан ол 6 миллиард 250 миллион теңге деген бір үлкен сумма. Осы ХБ-дағы головной офисына біз барып, өзімізді жеткізгеннен кейін барып, қазіргі таңда осы бизнесті біз жүрекпен істеп жатырмыз, иә. Ары қарай слайд барысында көрсете жатам сіздерге. Осы жақта Талғат мырза өзінің шеберлігімен бұл жақта маркетингті анимация түрінде күшті шығарды. Қазір сіздер өте керемет қабылдайтын боласыздар бір маркетинг барысын. Енді қараңыздар. Маркетинг барысын мен сіздерге түсіндіремін. Компанияның маркетингінде 6 түрлі табыс бар, достар. Бірінші түрлі табыс ол реферальный бонус. Мен мынандай компанияны бірінші рет көрдім. Реферальный бонус 5 линиядан түсетін маркетингті мен бірінші рет көрдім. 5 ұрпақтан түсетін табыс деп атайды. Көп компанияларда реферальный бонус тек 1 линиядан түседі ғой. Енді қараңыздар. Бірінші пакет 26.300 теңгеге, 26.500 теңгеге сіз өзіңізге керекті бір өніміңізді алдыңыз. Көз өнім болсын, коллаген болсын, спрей болсын, бір өнімді алу арқылы сіз реферальный бонустан ары қарай баса бер. Реферальный бонустан сіз 10% аласыз. Бұл өте керемет нәрсе. Минимальный 10% аласыз. Екінші пакет бір жақта 120.000 теңгеге 5 өнім алу арқылы сіз реферальный бонустан 20% аласыз. Бұл жерде бір ескертіп айтып кетейін, достар. Осы 20%-пен астыңыздан бір адам шешім қабылдап кірген үшін сіздің пакетіңіз бірден 20%-ға көтеріп кетеді. То есть бұл компанияның бір плюсын айтайын. Бірінші, вход доступны. Екіншіден, пакетті үлкен пакетке апгрейд жасап жүрмейсіздер. Бірақ 26.300 теңгелік пакет бұл деген клиентский пакет болса, 120.000 теңгенің пакеті бұл VIP клиент деп саналады. Енді үшінші пакетке қайтадан тоқталайық. 475.500 теңгеге сіз осы жақтан өнім алып 30%-лық дәрежеге көтерілесіз. Демек, осы 475.000 теңгемен үшінші, төртінші, бесінші линияңыздан кірсе де, оны шақырған адамда, оның үстіндегі адамда 30%-лық дәрежеге көтеріп кетеді. Демек, 26.300 теңгемен бастау арқылы, достар, 26.300 теңгемен бастау арқылы сіздер дәрежеңізді 30%-ға бір аптаның ішінде көтересіз. Бізде әріптестер қазір 3 күнде шығып кетіп жатыр. Неге? Өйткені бұл жақта маркетинг вход доступны, маркетинг комфортты болғандықтан команда қарқынды түрде өсіп жатыр, достар. Ары қарай. Енді қараңыздар, достар. Бұл жақта енді доступны 3 пакет болса, 4-ші 1.716.000 теңге. Бұл жақта классика накопительный. Мен осы нәрсені ескертуді ұмытып кеттім. Классика накопительный деген маркетинг планды да мен бірінші рет көрдім. Бинар маркетинг естігенбіз, бірақ классика накопительный деген маркетинг планды осы компаниядан көріп отыр. Дәл осы товарообороттың барлығы накопительный жиналғандықтан қазіргі таңда көптеген әріптестер 3 күннің ішінде 30% болса, бір аптаның ішінде 40%-ға шығып кетіп жатыр. Бұл үлкен жетістік, достар. То есть бұндай маркетинг қазіргі таңда, қалай айтсам екен, жоқтың қасы да, сол ішінде бір 10 жылда бір дүниеге келетін маркетинг шығар. Сондықтан біз қазіргі таңда көптеген партнерлар жақсы қабылдап, өздері де жақсы осы қарқынмен жұмыс жасап жатыр. Енді қараңыздар. 17.160.000 теңгенің товарообороты жасалған кезде сіздің дәрежеңіз 50%-ға көтеріледі. Мен қазіргі таңда 50%-лық дәрежедемін. Бірақ 26.300 теңгенің өнімін алатын болсам, мен 50% скидкамен 13.000 теңгеге сатып алам, бірақ товарооборот сыртқы баға 26.300 теңгемен есептелінеді. Бұл бір тиімділігі сода. Жалпы общий товарооборот 51.480.000 теңге болған кезде сіздің дәрежеңіз 60%-ға көтеріледі. 60%-ға көтерілгеннен кейін сіздің дәрежеңіз еш уақытта түспейді. 50%, 40%-да болсаң да. Бір себептермен, мысалы, бір 3 ай, 4 ай бір перерыв жасап қалып, қайтадан осы бизнесті бастайын десеңіз де, сіздің дәрежеңіз еш уақытта түсіріп тастамайды, достар. Немесе басқа компаниялар ай сайын өзің активация жасап тұру керек, немесе личниктарың активация жасап тұру керек, немесе квартал сайын активация жасап тұру керек, товарооборот жасап тұру керек деген бұл жақта шарт қойылмаған. Осы 5 линиядан түсетін табыс, достар, қазіргі таңда үлкен табысқа жеткізіп отыр. Мен осы бірінші түрлі табыстың өзінен жақсы табыс таптым, достар, 1 айдың ішінде. Енді қараңыздар. Осы пакетпен кіргендеріңіз үшін за повторно покупка сіздерге тура сол қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеде сіздерге скидка береді. Сол үшін айтып отқан 60%-лық дәрежеге жеткен кезде сіз 26.300 теңгенің өнімін 16.000 теңгеге сатып аласыздар. Демек, 150.000 теңгенің өніміне заказ беретін болсаңыз, 60%-лықпен сіздер 320.000 теңгенің товарын аласыздар, достар. Сондықтан өнім жақсы болғандықтан бұл жақта повторный заказ өте көп. Мен өзім ай сайын, өзім осы өнімге ай сайын деппін ғой,
промоушен болған сайын мен өзіме керекті өнімдерді алып алып жатырмын, өйткені өнім жеткіліксіз достар. Сондықтан қазіргі команда құрам деп отқан қайтадан мықты лидерлар, манағы 30%, 40%-ға шығып кеткен лидерлар повторно өздеріңізге мини-склад жасап алыңыздар, заказ беріп алыңыздар. Өйткені командаларыңыз қарқынды өскен кезде қазір біз өнімді жеткізе алмай жатырмыз. Бізде складта товар толып тұр. Бірақ біреудің товарын бере алмаймыз. Өздерінің трек номерларымен келеді, соны алып кетеді достар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан әркім команда құрам. Бұл компанияда кәдімгі топқа шығам деген лидерлар міндетті түрде өздеріңіз үшін мини-складқа заказ беріңдер. Мен как опытым ретінде айтайыншы, осы бір айлық опытым ретінде. Продуктты мен бір ай болды бастағым, командама жеткізе алмай жатырмын, түсіндіңіздер ме? Сондықтан мини-складқа осы как раз акция болып жатқан кезде міндетті түрде заказ беріп алыңыздар, иә? Аға, келесі. Енді қараңыздар достар, реферальный бонуста сіз өзіңіз, например, 10 личник шақырдыңыз деп айтайыншы, қызық түрде, иә? То есть манағы 26.300 теңгеге сіз реферальный бонус 10%-тасыз, иә? Астыңыздан барады, алдандардың барлығы 26.300 теңгеден 10%-пен тіркелді. Анимациясын қарап отырсаңыздар болады, өздеріңіз маркетинг барысын түсініп аласыздар. Оның астыңыздан әркім әртүрлі 26.300-ге біреу 20%-пен 120.000 теңге тіркелді, иә? 120.000 теңге тіркелді. Автоматты түрде оның үстіндегі шақырған адамда 20%-ға көтеріліп кетеді, оның үстіндегі адамдарда 20%-ға көтеріліп кетеді. Бұл жақта айттым ғой, маркетинг накопительный. То есть минимальный входпен кіресіздер, үлкен пакетке еш уақытта апгрейд жасамайсыздар, иә? Бұл басқа маркетингтің айырмашылығы сода. Енді қараңыздар. Астыңыздағы тағы екінші шақырған личнигіңіз ол да 26.300-бен тіркелген, бірақ астынан 20.000 теңгеге 20%-пен екі адамды шақырған кезде автоматты түрде ол шақырған адам 20%-ға көтеріледі, ал сіз өзіңіздегі үстіңізде тұрған адам көрдіңіздер ме? 30%-ға автоматты түрде көтерілдіңіздер. Бұндай маркетингті көрдіңіздер ме өздеріңіз? Жалпы мен бұл масында бірінші түрлі табыстың өзіне мен бұл маркетингке сразу қалай айтсам екен, бірден ашылғанмын, ранкімнің бәрі сынып кеткен, не деген маркетинг деп. Енді қараңыздар, 475.500 теңгеге бір адам 30%-бен көтерілді ме? Үшінші линияда шақырған адам 10%-лықта тұрған адамның өзі 30%-ға көтеріліп кетті, оның үстіндегі адамда 30%-ға бірден дәрежесі көтерілді. Көрдіңіздер ғой? Анимация түрінде сіздер түсінікті ретінде осы жақта қазір Талғат мырза осы программаны күшті жасаған, сондықтан бұл жерде әдемі шығарып отыр да. Мен мына слайдпен сіздер қазіргі таңда маркетинг барысын жақсы түсініп отырсыздар, иә? Әркім әрқалай 30%-ға көтерілген кезде сіздің дәрежеңіз өзі 40%-ға көтеріледі. Бірақ ол кісі, жаңа айттым, басында бұл кісі 26.300 теңгемен тіркелген, бірақ 40%-ға қалай көтерілгенін өздеріңіз көріп отырсыздар. Дәл осылай сіздердің де командаларыңыз қарқынды өседі. Ойламаған жерден қазір команда бүкіл қала облыстардан қосылып жатыр. Сондықтан өнімді біз жан-жаққа жеткізе алмай жатырмыз. Сол үшін промоушнның маңыздылығын қайта-қайта айтып отқаным сондықтан. Анимация барысында тағы да қараңыздар. Үшінші личнигіңіз бірден бір кісі 1.716.000 теңгемен тіркелген үшін 40%-пен, оның үстіндегі адамда 40%-лық дәрежеге көтеріліп кетті. Көрдіңіздер ғой? Мәселесі да. Сондықтан бұл анимация барысында сіздер барлығын түсініп отырсыздар. Енді қараңыздар. Болды. Доход первый уровень сіздер получается мына жақта. Доход бірінші уровеннен 5-ші уровеньға дейін, иә? Мысалы, сіз 60%-лықтасыз. Например, 60%-ға шықтыңыз деп айтайын. Доход біріншіден 5-ші уровеньға сіз 60%-лыққа шықтыңыз. Бұл жерде, иә? Енді қызық енді басталады, достар, қараңыздар. 4 личник шақырдыңыздар. Ендігі қызықты қараң, 60%-ға шыққаннан кейін личник шақырудың азарты енді басталады. Иә? Дальше, мысалы, 50%-лықтағы бір личнигіңіз 120.000 теңгемен 20%-пен бір адам шақырды. Ол кісіге автоматты түрде 20%-ы 60.000 теңге. То есть 50% 60.000 теңге табыс түсті. Ал сізге прямой 50 мен 60-тың арасында 10%-лық разница бар, сізге автоматты түрде 10%-ы 11.000, 12.000 теңге табыс сізге автоматты түрде түсті. Ол сіздің өзіңіздің шотыңызға келіп түсті. Енді қараңыздар. Оның астындағы адамдар, олар өздігінен команда шақырып жатыр. Бұл кісінің астындағы қанша адамнан товарооборот өтіп жатыр, соның барлығы сізге есептеріне береді. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан бұл жақта анимация барысында сіздер көріп отырсыздар, разница 10% па болды. Бұл кісінің структурасындағы қанша товарооборот өтсе де, разница 10% сізге түсіп отырады. Ол қай суммамен кірсе де. Команда құрып жатыр, анимация барысында көріп отырсыздар ғой.
Енді қараңыздар, например, осы 50%-тағы адамды структурасында 351 адам осындай акция кезінде заказ берді. Әрқайсынан 11 мың теңгеден сізге түсіп отырады. Әрқайсынан сіз сол кісінің структурасынан 3 миллион 861 мың теңге ақша бірден счетыңызға түседі. Көрдіңіздер ғой? Енді қараңыздар. Екінші, 40%-лық дәрежедегі сіздің личнигіңізді айтайын. Дәл осындай кезде Ардақандар күшті айтады, қимыл кезінде күшті табыс түседі, промоушен кезінде. Қараңыздар, бұл жақта 120%, 40% кезде 48 мың теңге шақырған адамыңызға түсті. Екеуіңіздің 40 пен 60-тың арасында 20% разница бар. Сіздерге автоматты түрде 20% түседі. Сумманы. Енді осы шақырған адамыңыздың структурасына қанша продажа өтсе де, разницасы 20%. Енді бұл кісі де өзінің командасын құрып жатыр. Например, қанша адам? 140 адам. Осы 3 күндік промоушен ішінде 140 адам табар оборот жасады. Әрқайсысынан 20%, сізге 22 мың теңгеден, әр адамнан 3 миллион 80 мың теңге ақша сізге автомат түрде счетыңызға түсті ғой. Көрдіңіздер ғой? То есть разницасы түсіп отырады, өте күшті сода. Бұл манағы бірінші түрлі табысты әлі біз разбор жасап жатырмыз, екінші түрлі табысқа өткен жоқпыз. Енді қараңыз, тағы бір личнигіңіз бар. Автомат түрде ол 50-де дәрежедегі тұрған адам, мына жаңа 40-та тұрды ғой, бұл кісі автомат түрде 50%-ке көтерілді. Табар обороты жасалғандықтан. Көрдіңіздер ғой? Енді келесі анимацияны қараңыздар. Бір личнигіңіз 30%-лықта. Олар 120 мыңмен тіркелді, әрқайсынан сізге шақырған адамның 36 мың теңге түсті. 60 пен 30-дың арасында да 30% бар, сізге де 36 мың теңге түседі. Енді қараңыздар, осы кісінің структурасындағы, командасында қанша адам бар, табар оборот жасалды. Солардың әрқайсынан, бұл личниктегі разницасына қарайды, әрқайсынан сізге 36 мың теңге табыс түсіп отырады. Көрдіңіздер ғой? Енді қараңыздар, бұл командасынан, структурасынан қанша адам табар оборот жасайды? 14 адам, 14 адам. Получается, сізде бұл жақта әрқайсынан 33 мың теңгеден 462 мың теңге табыс түседі. Просто біздерге визуальный түрде біз анимация барысында сіздерге көрсетіп жатырмыз, түсінікті болу үшін. Ары қарай тәке, жылжыта бер. Одан кейін өз табар оборот болған кезде 30%-дағы адам міндетті түрде 40%-ға көтеріледі. Көріп отырсыз ғой? Стрелкамен көрсетіп отырсам болады как раз. Енді ары қарай 20%-лықтағы личнигіңізге тоқталайық. Ол 20 мың теңгемен шақырған кезде 24 мың теңге сізге табыс түседі. Бірақ 60% пен 20%-ның арасында 40% разница бар. Енді бұл кісінің бүкіл структурасынан 3 личник шақырды, например, 3 адам болды деп айтайық табар оборотынан. Әрқайсысынан сізге разницасы міндетті түрде түсіп отырады. Енді қараңыздар. Осы кісінің структурасында акция кезінде, например, 4 адам шақырылды, сол 4 адамның әрқайсысынан сізге 40%-ы қанша түсіп отырады? 44 мың теңгеден 4 адамға 748 мың теңге ақша разницасы түседі. Бұл бірінші түрлі табыс, достар. Және де ол 30%-ға көтеріліп кетеді. 20%-лықтағы адам бірден 30%-ға көтеріледі. Неге өйткен? Бұл жақта табар оборот накопительный, достар. Енді қараңыздар, реферальный бонус 10 личник шақырдыңыз. Например, өзіңіз 10 личник шақырдыңыз. Бірінші уровеніңіз деп айтайыншы. Екінші уровенде 100 адам болады. Үшінші уровенде 1000 адам болады. Қараңыздар, Төртінші уровенде 10 мың адам болады. Бесінші уровенде 100 мың адам. Осылай кім маркетингті өсіреді, ол кезде бұл кісіде 111 мың 110 адам болады, потолок. Бұның енді суммасын өздеріңіз есептесеңіздер болады. Бірақ бұл жақта маркетинг, комфортно, вход, доступно болғандықтан әрқайсыңыз жоқ дегенде 10 личник шақыра аласыздар, негізі достар. Бұл өте оңай нәрсе. Бұған шектеу қойылмаған. Сондықтан екінші түрлі доход, достар, енді қараңыздар. Командалық бонусқа тоқталамыз, Бұл жақта бір күштін айтайын, командалық бонус бесконечный глубинадан ала бересіз, шектеу жоқ. То есть, Дархан, сен 26 500 теңгемен бастадың ғой, саған 10-шы уровенге дейін ғана доход берем деп айтпайды бұл жақта. Компанияның бір күштісі сол. Бірақ бір күштісін Ардахан жаңа ескертіп айтып жатыр. Бұл жақта сіз ана табар оборот накопительныймен жиналып, 60%-лық дәрежеге шығасыз ғой. Содан кейін барып, сізде екінші түрлі доход, осы командалық бонустан сіз ала бастайсыз. Енді қараңыздар. Әр айдың 1-нен 30-на дейін, то есть әр айдың басынан соңына дейін бүкіл табар оборотыңызды есептейді бұл жерде сіздің. Например, 50 мың теңгеден бастап 11 миллион 200-ге дейін стрелкамен көрсетіп өшті әке. Анықта басыла ма сенде?
11 миллион 200-ге дейін бүкіл товар обороттан сіз 2% алып отырасыз. Бірақ осы 11 миллион 200-ден достар, $1 асып кетті ма, сіздер 4% аласыздар. Күштісі содан. Әр айдың 1-нен 30-на дейінгі бүкіл товар обороттарыңыз есептелінеді. Енді қараңыздар. Енді 30 миллион товар обороты, 11 миллион 200 мен 30 миллион товар оборотында сіздер 4% аласыздар. Ал бірақ 30 миллионнан $1 асып кетті ма, сіздер 5% аласыздар. Сумма үлкен болған жағдайда 1%-тің өзі рөл ойнайды. Ал енді 60 миллионға шыққан кезде сіздер достар 5%-ке шығасыздар. Бұл не үшін айтып отыр? Манағы бірінші түрлі табыстың өзіне, жаңа Сайрагүл ханым бірінші түрлі табыстың өзіне 7 миллион теңге тапқан. Реферальный бонустың өзіне. Ал осы командалық бонуста мына 60 миллион товар оборот жасап командасы. 5% командалық бонустың өзінен 3 миллион тағы бір бөлек алды. Екінші түрлі доходтан, иә. Старттың өзінен бірінші айдың өзінде ол кісі 10 миллион теңге таза табысты. Бұл өте керемет жетістік достар, маркетинг үшін, иә. Енді қараңыздар. 5%-ке жеткен кезде сізде тұрақтылық табыс басталады. Екінші тұрақтылық табыс ежемесячный бонус дейді, таке бас. Тұрақтылық табыс басталады, үшінші түрлі доход. То есть сіз 60 миллион товар оборот жасаған кезде, 5%-ке шыққан кезде 375 мың теңге тұрақты түрде сізге ай сайын беріп отырады достар. Бір-ақ рет емес, ай сайын беріп отырады. Иә? Ал егер товар оборотыңыз 180 миллион болған кезде, 8%-ке шыққан кезде 180 миллион теңгенің товар оборотының ақшасын аласыз, және де ай сайын 750 мың теңге тұрақты түрде айлық беріп отырады сізге. 275 миллион болған кезде 10%, 275 миллионның 10%, 27 миллиондай командалық товар обороттан алып отырсыз деп айтайын. Және де 1 миллион 125 мың теңге тұрақты түрде ай сайын сізге айлық беріп отырады. Бұл жақта өздері тұрақтылық табыс деп соны нақтырақ айтады. Енді 337 миллион теңге товар оборот жасаған кезде сіз 1 миллион 500 мың теңге айлық алып отырасыз. 337 миллион теңгенің товар оборотының 13%-нен бөлек, командалық бонустан бөлек 1 миллион 500 мың теңге тұрақты түрде айлық алып отырасыз достар. Түсінікті ғой? Келесі. Енді қараңыздар. Сіз командалық бонусқа шыққаннан кейін сіздің де астыңыздағы командаларыңыз товар оборотқа шығады. Біреу 11 миллион жасап жатыр, біреу 30 миллион жасап жатыр, біреу 60 миллион товар оборот жасап жатыр. Соның арасындағы разницасын сіз алатын боласыз. Өйткені сіздің командаңызда үлкен доходтарға шығып жатады. Сол кезде сіз 10%-да, мүмкін 13%-да болу мүмкінсіз. Сол кезде бір командаңыз 11 миллион 200 товар оборот жасап жатыр. Иә? Ал сізге сол командалық товар обороттың 11 миллион 200-дің 11%, 1 миллион 332 мың теңге разницасы сізге түседі. Көрдіңіздер ме? Разницасын көрсетіп жатырмыз. Екінші командаңыз 30 миллион товар оборот жасап жатыр. Ол 30 миллион 4%-ын алды. Сізге соның разницасы 9% сізге әдемі түрде ақша разницасы түсіп отырады. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар. Бір командаңыз 60 миллион товар оборот жасады, тура Сайрагүл ханым секілді, бір айдың ішінде 60 миллион товар оборот жасады. Ол кісінің 5% 3 миллион теңгесін алды. Бірақ үстіндегі спонсорына сол товар обороттың разницасы 8% сіздің счетыңызға барып түседі. Разницасы сода. Енді бір командаңыз 90 миллион, оның 6%-ын өзі алады, 7% разницасы сізге түседі. Сіз бәрін ерінбей тәке күшті заңын егенсіз. 135 миллионның товар обороты жасаса лидеріңізға 7% түседі, разница 6% сізге түседі. Ақшаның дауысы қалай? Күшті естіліп жатыр ма сіздерге? 180 миллионның товар обороты 8% товар оборот жасаған адамға түседі, оның разница 5% сізге түседі. 32 миллион теңге товар оборот разницасы. Енді қараңыз, бір командаңыз, бір лидеріңіз деп айтайыншы, оның командасы 225 миллион теңге товар оборот жасап жатыр айына. Разницасы 4% сізге келіп түседі ғой. Ой, базар жоқ, мынаяқта чек көтеріліп жатыр ғой. Енді қараңыз, бір лидеріңіз 275 миллион, 270 миллионның 10%-ын өзіне алады. Бірақ 3% разницасы сізге түседі. Көрдіңіздер ме? Так, секретші бір. Ұзақ кетті осы ешкім. 2%, бірақ 2% аз деп ойламаңыздар. Өйткені ол кісінің товар обороты 337 миллион, бірақ 2% сізге молынан түседі. Ары қарай уже 10% болған кезде разница жоқ, бірақ уже осы жерде не басталады? Матчинг бонус басталады достар. Чека деп аталады. Сондықтан өзіңізде 13%-да, өзіңіздің астыңыздағы лидеріңізде 13%-ға шыққан кезде
37 миллион 500 мың теңгенің 30%, получается 11 миллион 250 мың. Так, товар оборотынан сізге жоқ, бұл жақта басқаша негізі. Дұрыс, иә? Дұрыс. 37 миллион 500 мың теңге, 30%, 11 миллион 250 мың теңге. Сізге бір адамнан матчинг бонус түседі ғой, чека. Табысынан екен, иә? Ал заместитель орынбасарға келетін болсақ, достар, бұл жақта матчинг бонус 2 линиядан ашылу үшін 4 личныйыңыз 60%-ға шығу керек, және де товар оборот 600 миллион теңге болу керек. 600 миллион деген Сайрагүл ханым секілді. Орхан мырза шиқылдап кетті. Қараңыздар. Енді қараңыздар, бұл жақта матчинг бонустан өте көп ақша бар екен. Өйткені көп бинарный маркетинг планда товар оборот бинардан ғана есептенеді ғой матчинг бонус. Ал бұл жақта бүкіл бірінші товар оборотта повторный заказдың барлығы классикадан өтетін болған соң, матчинг бонуста тұрақты түрде сіздерге ай сайын түсіп отырады, достар. Көп бинарный маркетингтарда мен білсем, повторный заказ классикадан өтеді, поэтому матчинг бонус ол жақта одноразовый, иә. Бұл жақта матчинг бонустың өзі тұрақты түрде түсіп отырады. То есть 4 личныйыңыз 60%-ға шыққан кезде сіз өзі матчинг бонус сізде 2 линия ашылып отырады. Ол кезде мына чека сізді личныйыңыздан 40% көріп отырасыз, екінші линиядан 10% көріп отырасыз. Енді қараңыз, бір лидерім 20 миллион таза табыс тапты ма, содан сізге 40%, получается 8 миллион теңге ақша сізге матчинг бонус болып түседі. Екінші линияңыз, то есть бірінші линияңыздағы адам 30 миллион тауып отыр, соның разницасы сізге түседі. 50 миллионның разницасы, 60 миллионның разницасы, мына жақта цифрды көрсетеді. Хорошо, түсінікті. Енді қараңыздар, екінші линияңыз ашылады. Екінші линияңыздың өзіндегі сумма үлкен сумма, достар. Каждыйынан разница түсіп отыратын болады сіздерге. То есть 10 миллион теңге, получается 10% түсіп отыр. 20 миллионның тоже 10% түсіп отыр. Бұлардың барлығы сіздің екінші линияларыңыз. Мына жақтағы матчинг бонустан түсетін ақшаның өзі 95 миллион болмақ, достар. Бұл расымен де сондай ақша, өйткені біз барған кезде көзіміз жеткіздік, бір айдың ішінде 7 миллиард 250 миллион теңге ақша табатын адамды көргенбіз, бір айда, жылына емес, айына табады. Осыдан 4 жыл бұрын бастаған осы бизнесті. 14 личныйы бар, бірақ 14 личный үлкен команда құрып кеткен ғой. Айына 7 миллиард 250 миллион теңге табады. Дальше. Ары қарай директорлық статуста сізде уже 8 личныйыңыз 60%-ға шығу керек. Бұлардың барлығын айтайын, бірақ 60% деп отқан қате түсініп қалмаңыздар. Ай сайын 60%-ның товар оборотын жасап тұру керек. Жоқ, бұл накопительный. Қазір Сайрагүл ханым 60%-да ма, оны шақырған личниктарды 60%-ға жақындап қалды. Бұл накопительный болғандықтан бұл қиындық тудыртпайды, достар, маған сеніңіздер. Сондықтан 60%-ға астыңыздағы лидерларыңыз қуалап келіп отырады. Сол кезде сізге міндетті түрде 4 линия ашылады ғой. Матчинг бонусына сіздерге 4 линия ашылады, және де товар оборот 1 миллиард 500 миллион теңге болу керек. Сол кездегі каждый личныйыңыздан түсетін матчинг бонус осы кезде 50% болады. Әр адам, шақырған адамыңыздан 50% сізге матчинг бонус түсіп отырады, тапқан табысынан чека. Сол кезде анимация барысында көрсеткен негізі осыларды қысқа келіп. Мына жақта күші жасаңыз, күші. Ары қарай өз процесс барысында түсінікті сіздерге. Ой, күшті. Маркетинг